Денсаулық. Тәні саудың жаны сау. Денең жан нұрлы болса, жөнделмек. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Адам баласы жан мен тәннен тұратын ғажайып жаратылыс. Бұ дүниесі мен ақыретіне мән бергені сияқты, адам баласы жаны мен тәніне де солай көңіл бөлуге тиіс. Адамның денсаулығы жақсы болса, Алла тағала бойына тартқан қабілет-қарымды толық пайдалана алады. Нәтижесінде адамды қарызын өтеп жетістікке жетеді. Көздеген мақсатқа жету үшін адамға ең әуелі ішкі энергия, бойдағы қуат қажет. Ал ол болмаған жерде жалқаулық пен еріншектік бой көрсетеді. Оған бастаған істі аяғына жеткізе алмайтын шалағайлық еріп жүреді. Желкеден кері тартып тұратын кежір мінез. Абай айтқандай, ұйқылы ояу бойкүйез жағдайға тап болады. Қазақтың тәні саудың жаны сау деп мақалдайтыны сондықтан. Дініміз тәннің саулығына аса мән берген. Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейкум мәшһүр хадисінде адам баласы қадірін білуге тиіс екі ұлы нығметті атап өтеді. Біріншісі денсаулық болса, екіншісі бос уақыт. Адам тіршілігі тыныс алу мен дем шығарудан тұрады. Осы процесс бір сәт тоқтаса, кез келген тіршілік иесінің өмірі аяқталады. Мәшһүрдің бір дем ішке, бір дем кері пәлсапасының мәні осы. Бұл процесс өз кезегінде адам денсаулығына тікелей қатысты болғандықтан, мәшһүр жүсіп, адамның денесі екі нәрсенің күшімен салмат тұрады. Бұл екі нәрсенің бірі қызыл қан, бірі бұзылған қара қан. Таза қызыл қан екі демалыстың бірімен ауадан ішке қарай кіре береді. Жүрекке барып, жүректен кері күллі денені аралап, қайтуында қара қан көмірқышқыл газына айналып болып, тағы жүрекке келіп, демалыс жолымен далаға шығып тұрады. Міне, құдіреттің шеберлігі ішке қарай кірген дем, қызыл қан, далаға шыққан дем, қара қан. Сол үшін айтылады, бір демі әрі, бір дем бері. Осы екі нәрсенің маңыздылығын атап өтеді. Бірінші, бұл екі демалысқа жақсы ауа керек. Адам өзін таза ауада сақтауы керек. Екінші, бұл екі демалысқа күш беруге жақсы тамақ керек. Қазақ халқында ауру астан, дәу қарындастан деп айтылады. Үшінші, екі демалысқа күш беруге әрекет, өскін, қазақша айтқанда қимыл қозғалыс керек. Төртінші, ұйқы мен ояулықты қалыбынан асырмай, кемітпей, орта детпен үйрету керек. Бесінші, шатлық керек. Адам өз көңілін өзі төмендетпеуі керек. Қазақта ит өз құйрығын өзі алып жүрмесе, оны кім алып жүреді деген мақал бар. Оның мәнісі, адам өз көңілін өзі көтеріп жүру керек деген сөз. Алтыншы, ашу, қорқу, өкініш сияқты сезімдерден аулақ болу керек. Бұл айтылғандардың бірде-бірі адамда жоқ болса, ол ауруға шалдығады. Не қалпынан асып кетсе, онда да жаман болады. Аса қорыққаннан, аса қуанғаннан, не зор ашу қысқаннан өліп кеткендер де болған. Денсаулық ол таза ауа, салауатты тамақтану, қозғалыс, дұрыс ұйқы, көтеріңкі көңіл-күй, стреске түспеу. Мәшһүр жүсіптің денсаулықты күтуге қатысты атап өткен жоғарыдағы шарттардың ғылыми астары барын аңғару қиын емес. Аталған шарттарды ғылыми еңбектерден де кездестіруге болады. Бұл жайлы доктор Рахман Муджибурдың 2018 жылы жарық көрген «Как восстановить утраченное здоровье» атты еңбегінде айтылады. Ол әрбір шартты жеке-жеке кеңінен талдап, ғылыми тұрғыда түсіндіруге тырысқан. Кітаптағы сауатты тамақтануға қатысты мәліметтер осы еңбекке негізделіп жазылды. Денсаулықты күтуге қатысты мәшһүр жүсіптің жоғарыда айтқан таза ауамен дем алу, сауатты тамақтану, қозғалыс, дұрыс ұйқы, көңілді көтеріңкі ұстау, уайым қайғыға салынбау шарттарына жеке-жеке тоқталып, кеңінен талдап көрелік. Таза ауа ем. Қазір екінің бірі аллергиямын дейді.
10 адамның бірінің тыныс жолында ақауы бар. Іште жатқан сәбилерге жүрек қан тамырларының ауруы диагнозы қойылып жатыр. Осының бәріне бірден бір себепші лас ауа. Адам әр минут сайын 7-8 литр оттегіні ішке жұтып, сыртқа шығарады. Ал жаттығу жасап, физикалық күш жұмсағанда оттегіні бұдан да көбірек қажет етеміз. Бірақ бойымызға қаншалықты таза ауаны сіңіріп жүргенімізді білмейміз. Өркениетті заманның басты проблемасы ауа тазалығы. Үйіміздің, көшеміздің, еліміздің мәселесі. Жер бетіндегі адамның бәрі ауаның ластануынан зардап шегіп жатыр. Түрлі созылмалы аурулар, қатерлі ісік, лас ауаның кесірінен пайда болады. Үлкен қалалардағы зауыттар мен қаптаған көліктің түтіні сияқты ауқымды мәселелерді шеше алмасақ та, үй ішінің ауасын таза ұстауды үйренуіміз керек. Таза ауаның пайдасы. Жүрек ауруларын тудырмайды. Мүмкін ауаның жүрекке қатысы қанша дейтін шығарсыз. Ластанған ауамен тыныстаған жасушалар жүрекке 100% таза оттегін жеткізе алмайды. Осыдан түрлі аурулар туындайды. Таза ауа қарттықтың емі. Қарттық лас ауа салдарынан емес, жастың ұлғаюымен келген дұрыс. Ластанған ауа ағзаны тез қартайтады. Бетке әжім түсіріп, бұлшық етімізді босаңсытады. Сондықтан таза ауамен дем алуға тырысыңыз. Жас қалпыңызда сақтаңыз. Таза ауа денедегі қант мөлшерін қалпында ұстауға көмектеседі. Сусамыры бар адамдар үй ішіндегі ауаны таза ұстағаны жөн. Өйткені түрлі газ, химикатпен ластанған ауа қантты көтеруі мүмкін. Таза ауа когнитивті денсаулықты жақсартады. Ауасы лас қалада өмір сүретіндер депрессия, стреске жиі шалдығады. Таза ауамен тыныстау көңіліңізді жайландырып, ми жұмысын жақсартады. Әсіресе сәбилердің дамуында рөлі зор. Ауасы таза жерде жаттығу жасау, спортпен айналысу өнімді болады. Жоғарыда айтқанымыздай, физикалық күш жұмсаған кезде оттегіні көбірек қажет етеміз. Ағзаны жаттығу кезінде таза оттегімен қамтамасыз ету жақсы нәтижеге жеткізеді. Бұл ой еңбегіне де қатысты. Үй ішінде ауа қалай ластанады деп ойлайтын шығарсыз. Расында, үйдің ауасы сырттағы ауаға қарағанда 4-5 есеге лас. Өйткені үй ішінде шаң жинайтын заттар көп. Мысалы, кереуеттің көрпесін күнде қақпаймыз. Перделерді күнде жумаймыз. Ал оларда шаң міндетті түрде болады. Одан кейін тазалық үшін қолданатын химиялық қосындылар, қабырғаның бояуы да ауаны бүлдіреді. Олар түрлі химиялық элементтер бөледі. Тіпті үйдегі пластик заттардан формальдегид пен трихоэтилен бөлінеді. Сондай-ақ бактерия мен вирустар ылғал ауада пайда болады. Таза ауаға қалай қол жеткіземіз? Табиғатпен дос болыңыз. Табиғат аясында жиі серуендеуді әдетке айналдырыңыз. Тым болмаса, қалаңыздағы ағашы көп саябақтарға барыңыз. Үйді құрылғылар арқылы желдетпеңіз. Бұл үй ішіндегі ауаны ғана айналдырады. Еш пайдасы жоқ. Оның орнына терезелерді ашып желдетіңіз. Ең тиімдісі үйде гүл өсіру. Гүл бөлмеңізді оттегімен байытады. Сондай-ақ ауа ылғалдандыратын сүзгі қолдануға болады. Бірақ олардың сүзгісін жиі ауыстырып тұруды ұмытпаңыз. Адам үшін ең қажетті оттегі. Егер ол болмаса, өмір жоқ. Біз демалып жүрген ауаның 21% оттегіні құрайды. Дені сау адамға осы 21% жеткілікті. Ал түрлі созылмалы сырқаты бар жандарға ағзаны әлсіретпеу үшін оттегінің көп мөлшері керек. Кейбірімізге қосымша оттегі 24 сағат бойына керек болуы мүмкін. Ал кейбіріне белгілі бір уақыт аралығында қажет болады. Мұндай кезде дәрігерлер оттегі терапиясын тағайындайды. Бұл дегеніңіз құрылғы арқылы ағзаға оттегі беру. Ағза үшін оттегінің жеткілікті болуы өте маңызды. Біздің барлық дене мүшеміздің дұрыс жұмыс жасауы оттегінің дұрыс жетуімен байланысты. Мидың дұрыс ойлануы, жүректің қанды айналдыруы, бүйрек пен бауырдың дұрыс фильтр жасауы, өкпенің тыныстануы оттегінің толықтай баруымен жүзеге асады. Егер адам ағзасында оттегі азайса, бірінші кезекте қан айналымы бұзылып, әрі қарай ішкі органдарға әсер ете бастайды.
Әр жұтқан ауамыз энергия. Оттегіні жаттығу кезінде көп қабылдаймыз. Сондықтан спортпен дос болыңыз. Оттегі қалыпты болса, көңіл күйіміз орнықты, ұйқымыз тыныш, деніміз сау. Есте сақтауымыз қалыпты, көзіміз көргіш, сымбатты боламыз. Жаттығумен қатар оттегіні тасымалдауға көмектесетін тағам түрлерінде рационыңызға қосыңыз. Балық, грек жаңғағы, зәйтүн майы гемоглобинді оттегіні байытса, қырыққабат, алма, алмұрт қандағы оттегіні көбейтеді. Сәбіз, авокадо, сельдерей, сарымсақ, құрма, банан ағзаны оттегімен байытып қана қоймай, күні бойы қуаттандырады. Өзіңізді сыйлауды өзіңізге таза ауамен оттегіні сыйлаудан бастаңыз. Сауатты тамақтану. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытқа қол жеткізеді. Бірі не болса оны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын кісі. Екіншісі кім болса сонымен дос болмай, достыққа дұрыс адамдарды таңдай білетін жан. Омар Хайям. Тамақ жеп, ас ішу адам баласының табиғи қажеттілігі. Алайда мұның өлшемі мен талғамын білмек керек. Өмірімізді өзгерту үшін әрі тұлғалық дамуды әуелі неден бастау керек деп менен сұрағандарға сауатты тамақтануға мән бер деймін. Иә, алдыңа үлкен мақсат қойып жетістікке жетуді талап еткен кез келген адам ең әуелі ішіп жеген тамағына мән берсін. Құранда уа пайғамбарлар қауымы, адал, таза һәм пайдалы ас судан жеп ішіңдер, әркез игі іс істеңдер. Шүбәсіз сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңді білемін, делінген аят бар. Алла тағала бұл аятта адамзатқа тура жолды көрсетіп, ізгілікке үлгі ретінде жіберілген пайғамбарларға ең әуелі таза әрі пайдалы тағам жеуді бұйырады. Одан кейін игі іс істеуге шақырады. Демек, адам баласы игі іс жасау үшін әуелі сауатты тамақтанып пайдалы ас ішуі керек. Өйткені сауатты тамақтануды реттей алмаған адам қай салада болсын жетістікке жетуі екі талай. Сондықтан рухани кемелденуді көздеген сопылық мектеп өкілдері хиллатут тағам, аз тамақ жеу, хиллатул манам, аз ұйықтау, хиллатул қалам, аз сөйлеу, узлату анил анам. Оңашалану секілді 4 қағиданы берік ұстанады. Осы 4 қағиданың басында аз тамақ жеу, яғни салауатты тамақтану тұр. Тамақтануды дұрыс жүйеге қоя білген адам жан-жақты дамиды. Бүгінгі біздің қоғамда салауатты тамақтануға көп мән беріле бермейді. Мысалы, қазіргі таңда қалыптасқан қонақ күту дағдымызға бір сәт көз жүгіртіп көрелік. Қонақ күту үшін кем дегенде бір күн бұрын дайындық басталады. Дүкен мен базардан үйіп-төгіп азық-түлік тасимыз. Дастарханда бос орын қалдырмай, түрлі тағаммен толықтырып тастамасақ, қонағымызға құрмет көрсетпегенде ыңғайсыз сезінеміз. Әйел қауымы 2 күн бойы таңның атысы, кештің батысы ас үйде дастархан қамымен жүреді. Әуелі қонаққа буы бұрқыраған қоңыр күрең шай береміз. Самса, бауырсақ, қуырылған балық, духовкаға піскен тауық, туралған жал-жая, қазы-қарта, 5-6 түрлі салат. Оның бірнешеуіне майонез араластырып ет шұжық қосылған. Бал, вареньелердің неше атасы, сан алуан жеміс-жидек. Бұлар негізгі тамақтың алдында шаймен желінетін, жүрек жалғаудың кішігірім мәзірі ғана. Осындай жүрек жалғар шайдан кейін асатуды қайыстырып, жайма наны мен майы сорғалап ет келеді. Тойып алған қонақтар өздерін қинап ет жейді. Артынан майлы сорпа мен қымыз ішеді. Кока-кола қоса ішетіндер, компотқа жоқ демейтіндер де бар. Алдағы асты сүннет қой, тауысып же, ысырап болмасын деп үгіттеп те жатады. Шын мәнінде сүннет табақтағыны түгелдей тауысу емес, өлшемнен асырмай аз жеу. Ет жеп болған соң тамақ сынсын деп 15-20 минут үзіліске шығамыз. Бұл өзімізді алдау. Әйтпесе тамақтың қорытылуы үшін кем дегенде 5-6 сағат керек. Кішігірім үзілістен кейін қайтадан неше түрлі торт тәттімен шай ішеміз. Сосын қарнымыз сыздап, түннің бір уағында үйге қайтамыз. Қонақ кеткеннен кейін өзіміз отырып шай ішейік дейтіндер де табылады. Ас толы асқазанмен ырсылдап зорға тыныс алған күйі ұйқыға жатамыз. Ұйықтатады деген аты ғана. Ас қорыту үшін ағзамыз түні бойы қиналып жұмыс істейді. Асқазанға, бауырға, жүрекке ауыр салмақ түседі. Таңертең қиналып оянамыз.
Көзіміз домбығып, бетіміз ісіп кетеді, ұйқы қанбаған. Міне, осындай күйде жұмысқа кетеміз. Түнде демалмаған ағза күні бойы селсоқ, ұйқылы ояу бой күйес халде жүреді. Маңдайда адамның қандай да бір істі жасауға зауқы соқпайды, энергиясы жетпейді. Екі көзі ашық, бірақ санасы тұла бойы ұйқыда. Ойлаңыз, осындай күйдегі адамның жетістікке жетуі мүмкін бе? Айтпақшы, қонақтан артылған салат пен тамақтарды обал болмасын деп қайта-қайта жылытып, неше күн жейтіндер бар. Жылытылған сайын тамақтың сапасы кетеді, зияны көбейеді. Оны білсек те мән бермейміз. Үлкен ғалым, медицинаның атасы Ибн Сина ас ішудің әдебі жайлы: ас ішкенде шақтап қана аз жегін. Өйткені астың бойға даруы оның қорытылуында. Адамның ағзасына ең ауыры қорытылмаған ас үстіне ас ішу. Десе қасиетті Құранда: ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап етпеңдер. Алла ысырапшылды жақсы көрмейді делінген. Өкінішке қарай көпшілік жоғарыдағы аятты қате түсініп жүр. Ысырап дастарханға желінбей қалған тамақ қана емес, шамадан тыс артық желінген ас екендігіне мән бермейді. Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейкум: адам ұрпағының ең жаман ыдысы тоя тамақ ішкен қарын. Адам баласына денесін көтеріп жүруге қажет азын-аулақ бірнеше асам тамақ жеткілікті. Ал міндетті түрде жейтін болса, онда асқазанының 1/3-бірін тамаққа, келесі 1/3-бірін суға, ал қалған 1/3-бірін ауаға арнасын деген. Атақты собылардың бірі Ибрахим ибн Адхам: кімде-кім асқазанына кіретін тағамды қадағалай алса, өз діндарлығын да қолға алғаны. Асқазанына артық тамақ кіргізбеген адам көркем мінезге иелік етеді. Қарны тоймай жүрген кісі Аллаға асылық қылудан аулақ болады. Қарны тоқ кісі асылыққа жақын жүреді, деп ас ішудің өлшемін үйреткен. Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейкум басқа бір хадисінде: үмбетім үшін ең қатты уайымдайтын нәрсе қарын шығару, артық тамақ жеу, көп ұйқы және түйсік танымның таяздығы деген. Бұл хадисте айтылған кеселдің бәрі артық тамақ жеуден туындайды. Себебі тәнге қажеттінен артық ас адамды жалқаулыққа, маубастыққа мәжбүр етеді. Тіпті күніне бірнеше мәрте ас ішіп, оны қайта-қайта сыртқа шығару шамадан тыс уақытыңды алады да уақыт ысырабына жол ашылады. Мидың сергек жұмыс жасауына қажет қан мөлшері ас қорытуға жұмылдырылғандықтан ми жұмысы әлсірейді. Сондықтан тойып ас ішкен адам маужырай бастайды, үнемі ұйқысы қанбай жүреді. Артық ас ішіп, көп ұйықтаған адамның тәні семіреді. Ал тән семірсе, рух азаяды. Ой, түйсік асқазан төңірегінен әрі аспағандықтан парасат пайымы төмен болады. Тіпті бара-бара құлқынның құлына айналып, ол нәпсісін емес, нәпсісі оны қалаған жағына жіпсіз жетектейді. Мұндай адамның құлшылыққа, құлықсыз жұмысқа жалқау болатыны сондықтан. Адал астың маңыздылығы: адал жеу сауап, арам жеу күнә. Құлшылық 10 бөліктен, ол 10 бөліктің 9-ы халал ризық несібе табудан тұрады. Дәуіт пайғамбар да өзі еңбектеніп тапқан табыспен күнелетін. Харамнан сақтаныңдар. Асқазанына харам ас түскен адамның дұғасы 40 күнге дейін қабыл болмайды. Дұғаларыңның қабыл болғанын қаласаңдар, адал аспен қоректеніңдер. Кейбіреулер харам жейді, харам киеді. Сонан соң көкке қолын жайып дұға етеді. Мұндай кісінің дұғасы қалай қабыл болсын? Дұғаларың қабыл болсын десеңдер, халал әрі таза аспен қоректеніңдер. Су – өмір. Су – тіршілік көзі. Жер бетінің шамамен 70%-ын су алып жатқаны сияқты, адам денесінің 55-60% судан құралып, тіпті ішкі ағзалар мен бұлшықеттер, мидың 70%-ы сұйықтықтан тұрады. Адам ағзасына қажетті суды шәй, кофе, басқа да газды сусындар алмастыра алмайды. Таза су денсаулықтың ең арзан инвестициясы. Таза су ішуді әдетке айналдырсаңыз, денеде зат алмасу жұмысы ретке келеді. Денедегі оттегі тасымалы жақсарады. Дене қызуы бір қалыпты деңгейде болады. Барлық ішкі орган, буын мен мидың жұмысы жақсарады. Терінің құрғап кету қаупі азаяды. Көңіл-күй сергек жүреді. Байсалды боласыз. Адам ағзасына күнделікті 2-3 литр су қажет.
Тыныс алып ауаны сыртқа шығарғанда немесе ағзадан қажетсіз заттар сыртқа шыққан кезде, терлегенде, физикалық күш жұмсағанда бойдағы су жоғалады. Адам кем дегенде 2-3 литр суды сыртқа шығарады. Сондықтан оның орнын міндетті түрде таза сумен толтырып отыру қажет. Алайда көпшілігіміз денеге қажет күнделікті су нормасын толық қалпына келтірмейміз. Ақыл кеңес: әдемі су құятын құты сатып алып, оған су құйып алып жүріңіз. Бұны әдетке айналдырыңыз. Бұл ешқандай жаңалық емес. Ертеде ата-бабаларымыз белінен торсық тастамаған. Сіз де осылай жасаңыз. Су ішсеңіз, ми жұмысы жақсарып, есте сақтау қабілетіңіз артады. Су ішкен соң асқазан шек жолдарының қызметі қарқындап, ас жақсы қорытылады. Су бүйрек бауырды шлак токсиндерден тазартады, һәм жүрек соғысы орнығып, қан кедергісіз айналады. Қозғалыс кезінде су ішіңіз. Ағзадағы артық майларды жағып, бұлшық еттеріңізге оттегін жеткізеді. Су пайдалы, зиянсыз, калориясыз, қолжетімді сусын. Десе де судың сапасына мән беріңіз. Ішіп жүрген суыңыз химиялық қоспалардан дәруменге бай болуы керек. Басыңыздың жиі ауруы, аузыңыздың құрғауы, ашушаңдық, артық салмақ, бұлардың бәрі денеңіздегі су тапшылығының әсері болуы ықтимал. Сондай-ақ зәріңіздің түсі сіздің денеңіздегі су мөлшерінің көрсеткіші бола алады. Егер зәріңіздің түсі қою сары болса, тәніңізге су жетіспейтіндігін білдіреді. Әсіресе жасыңыз ұлғайған сайын суды көбірек ішуді әдетке айналдырыңыз. Себебі 65 жастан кейін денеге судың қажеттілігі артады. Сапалы су қандай да бір химиялық қоспалардан, ауыр металдан, микроорганизмдерден таза, сондай-ақ құрамында кальций, магний, натрий, тағы да сол сияқты пайдалы элементтер кездесетін pH деңгейі 7,6-дан жоғары су. Қымбаттым, сылдырлап аққан судай бол. Кемелдікке ұмтылған ізгі жандар бір-біріне қымбаттым, сылдырлап аққан судай бол деп насихат айтады. Өйткені су әрдайым сарқырап ағады, үнемі әрекетте, аққан сайын мөлдірлігін, тазалығын, тұнықтығын сақтайды. Басқаларға пайдалы болады. Ал ағынсыз тоқтау судың тұнығы лайланып, борсып, бөліне бастайды. Сен де су секілді үнемі қозғалыста, қарекетте бол. Егер ақпай тоқтап қалсаң, су секілді тұнығың лайланады. Аққан су өзінің жолын табады. Кездескен бөгеттерді айналып өтіп, жылға сайды қуалай жылжып, мақсатына жетеді. Сен де өмірде кездесетін кедергілерді осылай айналып өт. Мақсатыңды жиып қойып, жолыңда кездескен адамдармен айтысып, тартысып, уақытыңды босқа өлтіріп алма. Су қандай ыдысқа құйылса да, сол ыдыстың формасына ыңғайланып, өз қасиетін жоғалтпастан пішінін өзгерте алады. Сен де су тәрізді жағдайға қарай ыңғайланып, қоғамға бейімдел. Бірақ су секілді сен де өз болмысыңды, ішкі құндылығыңды сақта. Су өзгерістен қорықпайды. Ол бу болып аспанға ұшады. Бұлт болып жосылып көшеді. Жаңбыр бұршақ болып жерге қайта жауады. Қар болып жапалақтайды, мұз болып қатады. Су болып қайта ериді. Аяғында су болып қалады. Ендеше сен де су тәріздес өзгерістен қорықпа. Өзгерістің дәмін татқан адам ғана дамиды. Сондықтан өзіңді әрдайым жаңалап отыр. Сүрлеусіз өмірден, үнемі қайталана беретін әдеттен құтыл. Өзгеруден қорыққан адам ешқашан көгермейді. Басқа адамды татпайды, өзгені білмейді. Мұндай адам бойындағы қабілет-қарымын кемелдендіріп, оның өркендеуіне мүмкіншілік бермейді. Су қанша сұйық болса да, ол дүниедегі ең тығыз әрі қатты дененің бірі. Ол сонысымен таудай алып кемелерді көтеріп тұр. Ендеше сен де су сияқты қиындыққа төтеп бер. Қандай ауырлықты болмасын, еңсере алар мықты бол. Су әрдайым үлкен ағыстарға айналады. Арықтың суы өзенге қосылу арқылы көлге, теңізге, алып мұхитқа шығады. Ендеше сен де су секілді үлкен ағыстан қорықпа. Тағдырдың табиғи ағысынан қашпағын. Басыңа түскен тағдыр тауқыметі қанша ауыр болса да қабылда. Сен ұнатпаған оқиғалар артында пайдалы сырлар жатуы бек мүмкін. Сен ұнатпаған ағыстар сен күтпеген жақсылыққа бастар.
сен оны біле бермейсің. Буырқанып тасыған теңіз де бір мезет сабасына түсіп тыншиды. Сен де әбігерлікке толы мына қарбалас өмірден, айқай-шуға толы күйбелең тіршіліктен өзіңді бір мезет азат етіп, тыныштықты ізде. Кідіріс жасап айналаңа қара. Өткенді сараптап келер күнді бағамда. Адам баласы тыныштықта ғана жан дүниесінің үнін естіп, өзінің ішкі әлеміне үңіле алады. Су қанша ластанса да топыраққа сіңіп қайта тазарады. Баяғы мөлдір қалпына оралады. Олай болса, адам баласы қандай да бір күнә мен қателікке ұрынғаннан кейін су сияқты тазара білуі керек. Судың жерге сіңгені секілді, сен де тәубенің топырағына сің. Кір шалған рухыңды, тот басқан жүрегіңді тазала. Әу бастағы тап-таза қалпыңа қайта орал. Су әрдайым кірді кетіреді, былғанышты жуады, тіпті алтынның өзін су шайып саф қылады. Ендеше сен де су секілді әрдайым қоғамның рухани ластығын тазала. Жүректердің кірін кетіріп, жамандығын жууға жәрдем бер. Су сырлар мекені. Теңіз өз тұңғиығында қайнап жатқан небір тіршілікті, ғасырлар қойнауындағы қарт тарихты жасырып тұр. Сен де су секілді адам кемшілігін жасырып, сырларына берік бол. Судың сылдыры, жаңбырдың тырсылы қандай ғажап. Адам жанына шипа, көңіліне керемет шабыт береді. Сенің де сөзің сылдырлап аққан су секілді, тыңдаған адамға әрдайым жайлы да жағымды болсын. Көңіл күй сыйласын, дертіне дауа болсын, шабыттандырып жігер берсін. Қыста судың мұзы қалыңдаса да, астындағы ағысы тоқтамайды. Сырттан қараған адам тереңдігі ағысы байқалмайды. Олай болса, шарттар мен жағдаяттар аяз секілді қанша жерден қатал болса да, сен өз ағысыңды тоқтатпа. Алға қарай жылжи бер. Ағысыңды жария етемін деп әуре болма. Су тама берсе, тас теседі. Сен де үздіксіз жасалған іс-әрекетіңмен үлкен жетістіктерге жетесің. Тамшы тәрізді тырсылдап тама бер, тоқтама. Су ешбір қайтарым күтпестен басқаларға жәрдем береді. Кепкен ағашқа, қураған гүлге, шөлдеген жан-жануарға, ерініп кібірсіген адамға шаттық сыйлайды. Су бар жерде тіршілік бар. Ендеше сен де су секілді айналаңа өмір сыйла, көңіл күй сыйла. Мұқтаждың жәрдеміне жүгір, қол ұшын бер, пайдалы бол. Оқырманым, мен де саған әрдайым сылдырлап аққан су секілді бол демекпін. Табиғи тағамдарды көбірек тұтыныңыз. Тәбет тартатын тағам түрі көп, бірақ мына заманда фастфуд қуырылған тағамдар, термиялық өңделген тазартылған азық-түліктер, тазартылған майлар мен маргариндер секілді табиғи емес тағамдар өте көп. Егер өлі тағамдардан бас тарта алсақ, ағзамыз ферменттерге мұқтаж болып, қоқысқа толады. Біле жүріңіз, ауыр тағамдарды тұтынудың зардабы 30-40 жылдан кейін байқала бастайды. Адам үнемі шаршап жүреді. Әл-қуаты азаяды. Кез келген жұқпалы ауруға бейім болады. Сондықтан ең алдымен ферментті азық-түліктерді таңдаңыз. Олар көкөністер мен жеміс-жидектер, теңіз өнімдері, шемішке дәні, жаңғақ түрлері. Бұл өнім түрлерін тамақтану рационына енгізіңіз. Күнделікті тұтынсаңыз, энергияңыз қалыпты жағдайда болады. Май, нәруыз және көмірсу. Кез келген тамақтың құрамынан май, нәруыз және көмірсу табылады. Бірақ көмірсудың жақсы не жаман екі түрлері барын көпшілік біле бермейді. Әлбетте, бұл нюанстарды спортшылар мен дұрыс тамақтануға назар аударғандар ғана біледі. Осы секілді майлар мен нәруыздардың пайдасыз, пайдалы топтары бар. Бұлардың пайдалысын таңдауда қателесіп жатамыз. Май мен нәруыздар адамға өмір бойы керек. Олар біздің ағзамызда қаланып тұрған кірпіш секілді. Ескерте кетерім, пайдалысын тек табиғи өнімдерден табасыз. Ал көмірсулар ағзамызға кірпіш бола алмаса да энергия түзуге көмектеседі. Ендеше көмірсулардан бастайық. Көмірсудың көп бөлігі өсімдік тағамдарында. Қазіргі дамыған заманда зиянсыз тамақ табу қиындап барады. Өкініштісі, адамдар бау-бақшаларын химиялық заттар мен нитраттардан тұратын заттардан нәрлендіреді. Нәтижесі айтпаса да белгілі. Жайқалып өскен бау-бақша, көз тартатын жеміс-жидектер мен өсімдіктер. Бірақ сапасы мен пайдасы күмәнді. Пайдалы, жақсы көмірсулар мына өнімдерде мол кездеседі. Көкөністер мен жемістерде, жаңғақтар мен дәндерде,
қара күріште, қара құмық пен сұлыда, арпа мен тәтті картопта. Егер азық-түлік шикі күйінде жеуге жарамды болса, құнарынан айырмай сол күйінде тұтынған абзал. Жаман көмірсуларды мол өнімдер, фастфуд және жартылай дайын өнімдер, газдалған тәтті сусындар, рафинатталған қант. Бұл тізімдегі заттар адам ағзасына зиянын тигізбей қоймайды. Бұған адам қолымен жасалған термохимиялық өңдеуден өткен азықтарды қосыңыз. Майдың мәселесі. Майлардың да өзіндік классификациясы бар. Түсінікті болу үшін оларды жаман және жақсы деп екі топқа бөліп алайық. Соңғы кездері майсыздандырылған, майлылығы төмен сүт, айран, йогурт, сүзбе секілді сүт өнімдері жайлы көп айтылады. Бірақ мұндай өнім қаншалықты табиғи? Бұл техникалық өңдеуден өтіп майы алынған өнім. Демек, бұл жерде ешқандай табиғилық жоқ. Мұндай өнімдерді пайдаланудың пайдасы шамалы. Майдың шыққан тегіне мән беріңіз. Жануарлардан алынған майға кейде күмәнданамыз. Өйткені үй жануарының бәрі далада жайылып, шөппен қоректеніп жүрген жоқ. Синтетикалық қорек антибиотикпен жемделгеніне сенімді болсаңыз, онда әңгіме басқа. Өкініштісі сол, қазіргі уақытта үй жануарлары мен құстары асырау тәсілі өзгерген. Оларға гормоналды препараттар мен антибиотиктер беріп салмағын арттырады. Жаман майлары мол өнімдер. Гендік модификацияланған азықпен жемделген жануар майы, гормонмен қоректенген жануар майы, бутербродты майы, маргарин және трансмайлар, кондитерлік өнімдер, тазартылған май. Десек те майдан түбегейлі бас тарту адам денсаулығына зиян. Таза май ағзаға энергия береді, гормондар мен дәрумендер толтырады, һәм ми жүйке жүйесінің қозғаушысы іспеттес қызмет атқарады. Бұл жүрек қан тамырларына да пайдалы. Ағзамыз сапалы майлармен толығысып тұрса, гормондардың тепе-теңдігі сақталады. Әсіресе әйелдер үшін мұның рөлі зор. Гормондар қызметінің бұзылуы әйел денсаулығына айтарлықтай зиян келтіріп, ұрықсыздыққа әкеледі. Жеткілікті мөлшерде таза майларды қабылдау кейін емделуі қымбатқа түсетін сырқаттардың алдын алады. Жаман майлар жануарларда жасанды қоректендіру, химиялық өңдеулер арқылы адам қолымен жасалады. Жақсы майларға бай өнімдер. Шемішке, жаңғақ, жануар майы, таза сенімді, табиғи таза сары май, табиғи қаймақ, кілегей, авокадо, табиғи кокос майы, зәйтүн майы, органикалық жұмыртқа, теңіз балықтары. Омега-3 дәруменімен. Өнім табиғи болған сайын жақсы майларға бай болады. Ал егер өнім жасанды, түрлі өңдеуден өткен, жануарлар мен өсімдіктерді химиялық жолмен жетілдіру арқылы алынған болса, онда жаман майларға жолыққаныңыз. Мұндай жасанды өзгерістерге ұшыраған майлар пайда бермейді, зиянды. Бауыр бүйрекке ауыртпалық түседі. Нейроэнергиялық тепе-теңдік бұзылып, ішек жолдары ластанады. Нәтижесінде бөксе мен қарынға май жиналып семіру басталады. Нәруыз жайлы. Нәруыз ағзаға күнделікті керек. Әсіресе жасушамыздың жаңаруына қоректі материалдар осында. Сондықтан тамақтану рационында нәруыздың мөлшеріне көңіл бөліңіз. Нәруыздар өсімдік пен жануарлардан алынады. Бұл вегетариандар мен вегандар үшін қиын мәселе. Өсімдіктерден ақуызды толыққанды алу мүмкін емес. Адамға сау ми, гормоналды қалыптық және жақсы дамыған бұлшықет керек. Сондықтан май мен көмірсудың, нәруыздың жақсыларын таңдаңыз. Жануарлардан алынған нәруызды шамадан тыс көп тұтыну ішектің ластануына әкеледі. Өйткені жануарлардан алынған өнім өсімдіктерге қарағанда қорытылуы баяу. Өсімдік нәруыздары бойымызға бірден тарап кетсе, жануардан алынған нәруыздардың жартысы ғана бойымызға сіңіп үлгереді. Қалғаны ішек арқылы сыртқа шығады. Нәруызбен дос болыңыз. Егер ағзаңызды ластағыңыз келмесе, сау және сергек жүргіңіз келсе, күнделікті рационға 85-90% өсімдік нәруызын, 10-15 жануардан алынған нәруызды қосыңыз. Қант адамды өзіне тәуелді етеді. Адам бойындағы қан кальций мөлшерін қадағалайды. Егер кальций төмендеп кетсе, адам ағзасы қант іздей бастайды. Қандағы кальцийді уақытша көтерген сыңай танытады. Ағза оған алданып, кальций тапшылығын сезбейді.
Қант жейтін адам әдет кесірінен кальцийдің мөлшерін төмендетіп аламыз. Кальций төмендеген сайын қантқа деген құмарлық арта түседі. Бұның салдарынан ағзамыз ерте қартайып, иммунитетіміз жоғалады. Ескеріңіз, қант адамды жайлап өлімге итермелейді. Оның құрамында ешқандай қоректік зат жоқ, тек зиян. Қант ағзадағы оттегіні азайтады. Оның арты тотығу процесіне соқтырып, түрлі инфекция пайда болуынан обыр талшықтары дамиды. Жазылмас дертке шалдыққыңыз келмесе, тап қазір қантты тастаңыз. Құрамында қанты бар тағамдардан, дүкендердегі маргарин және жасанды майлардан бас тартыңыз. Энергия не себептен жетпейді? Энергия – денсаулық. Энергия жетпей ме, демек ағзаңызда ауру бар. Қартаю процесі жүріп жатыр. Энергияны қайдан аламыз? Табиғаттан. Энергия көзі – күн. Күн энергиясы алдымен өсімдіктерге беріледі. Одан фотосинтезделіп адамдар мен жануарларға тарайды. Айналаңызға асықпай зер салыңыз. Жыртқыш аңдар шөп қоректі жануарларды азық қылады. Шөп қоректілер болса өсімдіктермен қоректенеді. Ал адамдар жануарлармен де өсімдіктермен де қоректенеді. Бұл Алла дарытқан табиғат заңы. Табиғат заңына сай адам 85% өсімдіктен, 15% жануардан алынған өнім тұтынуы керек. Ас бойымызға сіңіп, қорытылып метаболизм құбылысынан кейін энергия пайда болады. Ағза энергияны қайдан алады? Энергияның екі көзі бар. Бірі глюкоза, бірі май. Майдың энергия қуаты глюкозаға қарағанда әлде қайда жоғары. Глюкозаның көп бөлінуі қандағы инсулинді көтереді. Бұл гормондардың тепе-теңдігімен зат алмасуды бұзады. Ағзада сүтті қышқылмен май жиналып денені тотықтырады. Сөйтіп энергия тапшылығы туындайды. Өткенге көз жүгіртсек, ата-бабамыз табиғат заңдылығын бұзып, химикатпен егін баптап, гормонмен малын жемдемеген. Уақыт өте келе ауыл шаруашылығы дамыды. Тамақ өнеркәсібі пайда болды. Адамдар көмірсулары тым жоғары тағамдарға әуес бола бастады. Бұл дегеніміз қант, түрлі тәтті тағам, ұннан жасалған өнімдер, нан, тағда басқа құрамында көмірсулары жоғары азық-түліктер. Бұлардың бәрі дәмді, тәтті, бірақ май мен нәруыздің қызметімен және көмірсумен ағзаны қамдай алмайды. Адам қанша тамақтанса да қарны тез ашады. Өйткені көмірсу берген қуат ұзаққа бармайды. Ағза өзіне түскен тамақты тез қорытып, энергияны жаратып үлгереді де миға сигнал жібереді. Ми оны ашығу белгісі ретінде қабылдап, адамды тамақтануға әрекеттендіреді. Содан печенье мен шай ішу, жүріп бара жатып фастфуд жей салу, үзіліс кезінде бірдеңе жеп үлгеру әдеті басталады. Бұл әдет ағзадағы зат алмасу әрекетін бұзады. Ішек құрылысын зақымдайды. Жүрек қан тамырлары жұмысын нашарлатады. Табиғат заңын өзіміз бұзып, зардабын өзіміз тартамыз. Көмірсуы көп табиғи емес тамақтарды артығымен жеп, көп ауырамыз, тез қартаямыз. Табиғи өнімдердің орнын басатын жасанды дүниелердің бағасы қолжетімді болуы мүмкін, бірақ арзанның сорпасы татымайды. Дұрыс тамақтану, табиғи өнімдерді тұтыну, жақсы май мен көмірсу қатынасынан 85-15 мөлшерде сақтау жеткілікті. Нәруыз қолдану, тағам рационына өсімдіктер, көкөністер мен жемістер кіргізу ағзадағы сілтілі ортаның жақсы жұмыс жасауын қамтамасыз етеді. Сізге мол энергия сыйлап, өмір салтыңызды жасампаз етеді. Адамға пайдалы тағамдар тізімі: таза су, шпинат, қырыққабат, брокколи, гүлді қырыққабат, брюссель, балдыркөк, ақжелкен, қияр, қызанақ, тағда басқа көкөністер мен шөп түрлері, тіпті теңіз шөптерінде жеген абзал. Қант құрамы төмен жемістер: алма, анар, гуава, киви, барлық жидек түрі, ананас, папайя, інжір, қара өрік, қарбыз, қауын, банан, тағда басқа. Десе де шырынның құрамында қант көп, сондықтан абай болғаныңыз жөн. Пайдалы көмірсуларға: қара күріш, қара құмық, тәтті картоп, арпа, сұлы жатады. Пайдалы майлар: емдік кокос майы, зәйтүн майы, зығыр майы, күнжіт майы, авокадо, табиғи сары май, қыша майы.
Пайдалы ақуыз. Жұмыртқада майлы теңіз балықтарында сиыр, қой, тауық, күрке тауық еттерінде болады. Саумал мен қымыз, жылқы мен қой еті, пайдалы дәндер мен жаңғақтар. Асқабақ тұқымы, күнбағыс тұқымы, Бразилия жаңғағы, жаңғақ, қарағай жаңғағы, бадам, пекан, фундук, макадамия, пайдалы майлар мен белоктар. Пайдалы бұршақ дақылдары: жасымық, бұршақ, ноқат, адзуки бұршағы, соя, теңіз бұршағы. Тұз: Гималай қызғылт тұзы. Тәттілер: табиғи бал, стевия. Дәмдеуіштер мен шөптер: чили, куркума, қарабұрыш, даршын, кориандр, зере, зімбір, сарымсақ, пияз, тағы да басқа. Ашытылған тағамдар: мысалы, кең қолданыстағы қырыққабат, табиғи ашытылған өнім. Соя соусы да осыған ұқсас. Алма сірке суы да ашытылады. Дүкен сөрелерінде хош иісті жалған өнімдер жиі сатылады. Мысалы, өте дәмді кокостық йогурты ашытылған сүт өніміне жатады. Бірақ құрамында сүт базасы жоқ. Шай және кофе, органикалық кофе, шөптер мен жасыл шай, табиғат сыйлаған тұрғылықты жерде өсірілген кез келген өнімдер ішінен өзіңізге ұнайтынын тұтынған дұрыс. Жоғарыда енгізілген өнімдер ешқандай химиялық қоспасыз, органикалық және табиғи болуы керек. Жасанды өнімдерден барынша аулақ болыңыз. Сауатты тамақтану ережелері: не жесеңіз де оны қорыту, һәм сіңіру туралы ойлауыңыз керек. Көптеген денсаулық проблемалары, әсіресе ішек жолдары ауруы, асқазанның бұзылуын туындатады. Сондықтан одан аулақ болған жөн. Табиғи тамақтану ережелеріне тоқталсақ: тамақтанудан 1 сағат бұрын немесе 1 сағат кейін 1 стакан таза су, жылы су ішіңіз. Суды тамақпен бірге ішуге болмайды. Өйткені су ас қорыту барысында химиялық заттарды сұйылтады. Күні бойы су ішу нормасын сақтап, барынша әдетке айналдырған жөн. Ең әуелі 15-20 минуттан кейін жеміс, 40 минуттан кейін тамақ. Тамақты кем дегенде 30-40 рет шайнаңыз. Содан кейін жұтыңыз. Су ішу мен тамақтану арасында жемістен басқа ештеңе жемеңіз. Балғын жемістер ферменттерге өте бай болып келеді. Олар тағамды энергияға және жаңа жасушаларға айналдыру процесіне пайдалы. Құрамында қанты аз жемістерді тамақтанудан 1 сағат бұрын жегеніңіз абзал. Ыстық емес тағамдарды көбірек жеу. Кез келген тағамды 47 градустан жоғары қыздыру, ысыту қажетті ферменттерді жояды. Алдымен ақуыз бен көкөніс жеңіз. Оған қанағаттанбасаңыз, қара күріш, қара құмық жармасы, хиноа, тәтті картоп және арпа сияқты пайдалы заттармен тамақтануды жалғастырыңыз. Органикалық сапалы алма сірке суы немесе лимон, зәйтүн майы, қара бұрышқа гималай қызғылт тұзын қосып, салат жасап, оған бал қосып жеңіз. Мүмкіндігінше тағамдарды төмен температурада пісіру керек. Мысалы, асықпай дайындалған бұршақ тұқымдастар, көмірсулар, кейбір көкөністер, қызанақ, сәбіз, брокколи жақсы қорытылады. Мұндайда ең жақсы құрал индукциялық пеш. Қатты ыстық тағамды ферменттерді бұзады және тірі тағамды тотыққан тағамға айналдырады. Көкөністермен қатар пайдалы майлар тұтыныңыз. Пайдалы май тұқымдарда, шикі жаңғақтарда, авокадода болады. Балықты майға қуырмаңыз. Буға пісіргенде лимон шырыны мен түрлі шөп қосып қолданыңыз. Сиыр, қой, құс етін қызанақ, сәбіз, брокколи немесе өзіңіз таңдаған басқа көкөністермен бірге қайнатыңыз, немесе буға пісіріңіз. Өзінің майынан басқа май қоспағын пайдалы. Тамақ пісіру үшін болаттан жасалған ыдысты қолданыңыз. Алюминий ыдысты пайдаланбаңыз. Тағам сақтауға арналған пластик ыдыстарды пайдаланбаңыз. Оның орнына шыны, керамикалық немесе тот баспайтын металл ыдыс қолданыңыз. Шамадан тыс кофе ішуден аулақ болыңыз. Өйткені олар қышқыл тағамға жатады. Таң ертең мидың жұмысын жақсарту үшін 1 шыны-аяқ кофені кокос майымен ішуге болады. Кофе мен шайға қант немесе сүт қоспаңыз. Жасыл немесе шөп шай ішіңіз. Себебі олар сілтілі.
Қышқылданған тағамнан аулақ болыңыз. Мысалы, кесілген көкөніс оттегімен тотығады. Бұл әсіресе жаңа алманы кескенде байқалады. Егер жемісті тез арада жемесеңіз, кесектері қарайып кетеді де пайдалы қасиеттерін жоғалтады және оттегімен әрекеттесу нәтижесінде зиянды қышқыл химиялық қоспа түзіледі. Май қышқылдануға өте сезімтал болып келеді. Жылу, жарық және тағамдарды тотықтырады, ал тотыққан тағамдар пайдалы емес. Ішімдік пен никотиннен аулақ болыңыз. Адам ағзасына зияннан басқа тигізер пайдасы жоқ. Харам заттарды айтпаса да білесіздер. Оны қайталаудың өзі артық. Кем дегенде бір ай осылай өмір сүріп көріңіз. Ағзаның қалай өзгеретінін байқайсыз. Бұл денсаулықты қалпына келтірудің және сақтаудың жалғыз жолы. Ас ішкенде дастарханда тұрған тағамдар арасынан пайдалысын таңдап талғай біліңіз. Ол үшін дастарханға отырғанда автоматты түрде мына тағам маған пайдалы ма, зияны жоқ па деген сұрақты өзіңізге қойыңыз. Мысалы, газ алған судың орнына табиғи суды таңдасаңыз, бұл сіз үшін жеңіс. Жейтін барлық нәрсеңіз бір-бірімен үйлесімді, ағзаңызға пайдалы болуға тиіс. Мысалы, буға піскен котлетті таңдап, оған майға қуырылған картошканы қосып жесеңіз, бұл сіз үшін қате қадам. Шегіміз екінші миымыз. Шегіміз ағзадағы ең маңызды орган. Ағзамызға түсетін тағамдардың қорытылу сапасы, адамның энергия мөлшері, тоқ ішектің жай-күйіне тікелей байланысты. Зерттеулер мидың жұмысы тікелей ішекке байланысты дейді. Шектерімізде серотонин және басқа нейротрансмиттер түзіледі. Шектің екінші ми деп аталатыны сондықтан. Шегіміз дұрыс жұмыс істемеген жағдайда бойымызда серотонин гормондары қажетті деңгейде түзілмейді. Бұл жағдайда адам бойдағы қуатын жоғалтып депрессияға ұшырайды. Адамның салмағы, тері жағдайы, нейроэндокриндік иммунитеттік жүйесі шектің жай-күйіне тікелей байланысты. Өйткені иммундық клеткаларымыздың шамамен 60-70% шегімізде. Сондықтан шек шылақтармен кірленген кезде иммундық жүйе өз қызметін дұрыс атқара алмайды. Нәтижесінде адам жиі суықтап, рак, аллергия, қан қысымы, қан секілді түрлі ауруға шалдығады. Вирустарға төтеп бере алмайтын әлсіз жағдайға тап болады. Егер сіз үнемі шаршап жүрсеңіз, бойыңызда энергия жетіспеушілігі байқалса, онда сіздің бауырыңызда проблема бар деген сөз. Ал бауырда проблема бар болса, онда шекте проблема бары анық. Адамдар жас кездегідей бойда қуат жоқ деп шағымданып жатады. Шын мәнінде бұл жастың ұлғаюымен емес, дұрыс тамақтанбау тоқ ішектің токсиндерге толып қалуына байланысты. Өйткені шекте жиналып қалған токсиндер мен аммоний, скатол, индол, күкірт сутегі секілді улы газдар қорытылған заттармен бірге қанға сіңіп бауырға өтеді. Бауыр токсинді түзуге арналған негізгі ағза. Бірақ толассыз әрі шамадан тыс жүктелген токсиндер бауырға салмақ түсіреді. Бұндай жағдай үнемі қайталана бергендіктен белгілі бір уақыттан кейін бауыр сыр береді. Нәтижесінде бауыр ауруы пайда болады. Бұл дұрыс тамақтанбаудың, салауатты өмір салтын ұстанбаудың салдарынан шекке токсин жиналады да энергия жетпей үнемі шаршап жүресіз. Алдыңызға қойған мақсатты орындауға шамаңыз жетпейді. Сөйтесіз де жоспарланған ісіңізді кейінге қалдырып жалқауланасыз. Шек тазалау жолы ашығу. Адам ағзасы 40-60 триллион жасушадан, яғни клеткадан тұрады. Әр жасушаның ішінде митохондрия бар. Митохондрия бізге керекті энергияны түзеді. Бойымыздағы жасушалардың жағдайы жақсы болса, энергиямыз да бір қалыпты, дұрыс түзіледі. Бірақ уақыт өте келе жасуша тіндерді қоқыспен толтыра бастаймыз. Нәтижесінде митохондрияның қызметі бәсеңдейді. Осы кезде ішкі жасушаларды тазалаңыз, яғни қоқыстан арылыңыз. Адам ағзасы өте ақылды. Ағзада кіріктірілген жүйе жұмыс жасайды. Негізінде ағза өздігінен тазаланып, сонымен бірге жасартатын ферменттерді түзіп отырады. Бірақ уақыт өте келе дұрыс тамақтанбаудың кесірінен энергиямыз азайып,
тазалаушы қызметін тоқтатады. Сол себепті ішкі жасушалық тазаруды қолға алу керек. Әсіресе түрлі қоқыс ішегімізге жиналып, ішектің және рецепторлық қызметін зақымдап, түрлі улы токсиндерге толтырады. Бұл кезде ішектің жұмыс жасауға қабілеті әлсіреп, энергия төмендейді, адам жиі ауырады. Бүгінде астың түрі көп. Бұл да адамның ізденуінен туған бір жетістік. Нәпсінің айтқанына бағынсақ, тамақтың барлық түрін бір мезетте жей салуға әзірміз. Осылайша ағзамыз өз құмарлығымыздың құрбанына айналуда. Асқазан өзіне түскен тамақты өңдеп қорытады, солай тазаланады. Бірақ жиі әрі көп тамақ жеуден ағзамыз өзін-өзі тазалап, қалпына келтіруші ферменттерді түзіп үлгермейді. Адам ағзасына 25 мыңнан астам биохимиялық реакцияға қатысатын 5 мыңнан астам фермент түрі бар дейді ғалымдар. Адамның өмір сүру қабілеті тұрақты болу үшін барлық реакция жүруі керек. Сол үшін ферменттер көмегіне зәруміз. Мысалы, жасушадағы белоктар мен амин қышқылына айналып, денемізге кірпіш болып қаланады. Содан кейін амин қышқылдары жасуша ішінде қайтадан жаңа белоктар түзеді. Ал белоктар біздің бұлшық еттеріміз бен басқа да тіндерімізді құрайды. Белоктардың ішінде іске жарамсыздары да бар. Олар жасушамызда қоқыс болып жиналады. Олардан уақытында құтылу керек. Әйтпесе, жинала келе энергия алмасуға кедергі келтіріп, жасушаны қартайтады және өлі жасушаға айналдырады. Бұл мәселенің шешімі ашығу. Біз мұсылман ретінде жылына бір рет Рамазан айында 30 күн ораза ұстауға міндеттіміз. Сондай-ақ аптаның дүйсенбі, бейсенбі күндері және ай толған 3 күнде ораза ұстау. Пайғамбарымыздың сүннеті. Егер айтылған оразалар жүйелі әрі дұрыс ұсталатын болса, ағзамызда ешбір токсинде улы газ да жиналмас еді. Өкінішке орай, Рамазан айындағы 30 күн оразаны көпшілік адам түн мен күнді ауыстырып, тамақ жеу уақыттарын ғана өзгерткені болмаса, сауатты ұстамай жүр. Интервалды ашығу. Бұл аса қиын шаруа емес. Жай ғана таңғы астан бас тартыңыз. Бұл уақытта ағза асты қорытып үлгеріп, аутофагия ферментін белсендендіреді. Аутофагия жасушалардан токсиндерді тазалайтын процесс. Егер мұндай тазалық жұмыстары жиі жүргізіліп тұрса, ағза жасарып, сауығып, энергия көзіне айналады. Кешкі асты 18:00-де, ары кетсе 19:00-де ішіңіз. Ұйықтағанға дейін мүлде нәр татпаңыз. Яғни, кешкі астан соң ашығу басталады. Тек таза су ішіңіз. Таңертең оянған соң 1 стакан сілті су ішіңіз. Сосын 10 минуттан кейін 1 стакан таза су ішіңіз. Сағат 11-де тағы да су ішіңіз. Сағат 12-ден кейін тамақтана беріңіз. Қысқа мерзімді ашығу осымен аяқталды. Көріп отырғаныңыздай, ашығудың бұл түрі өте қарапайым, қиындық тудырмайды. Егер сағат таңғы 11-ге дейін тамақ ішкіңіз келсе, ананас, киви, аздап инжир немесе папайя жемістерін жеуге рұқсат. Өйткені бұлардың құрамы ағзаны тазарту процесіне сай. Ал егер бұл жемістер болмаса, алма, алмұрт немесе қолда барға қанағат. Мұндай ашығу ағзаға жеңіл. Алғашында аптасына 2-3 рет осылай ашығып, кейін тұрақтандырсаңыз болады. Осылай әдетке айналып кеткенін байқамай да қаласыз. Ұшқан құсты торға түсіретін, жүгірген аңды орға түсіретін тамақ екен. Жұтқын тамағына ие болған адам торға да түспейді, орға да түспейді. Осы күнгі адаммын деп жүрген адамдардың жауы егінің астында болып кетті. Ол жауы не десеңіз, жұтқын тамақ. Жалғанда мазаққа, ақыретте азапқа түсіретін тамақ. Тамақтан тартылған бәрінен де халас болады. Дұрыс тамақтану лайфхактары. Асты шағын ыдыспен ішіңіз. Байқасаңыздар, жеке табаққа салынып берілген ас мөлшері қалай да түгелдей желінеді. Өйткені адам миы алдына қойылған жеке табақты асты түгелдей тауысып жеуді міндетті меже ретіне қабылдайды. Бұған қоса адамның көзі көп жағдайда миды алдайды. Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, попкорнды жалпақ үлкен ыдысқа салып берген кезде 45%-ға көп желінген.
Ұзын жіңішке ыдыстың орнына аласа әрі жалпақ ыдысқа құйылған сусын 37%-ға да көп мөлшерде ішілген. Мұндай жағдайдан шығу үшін тамақты кішкентай табақтарға қажетті мөлшерде салып жеуді әдетке айналдырыңыз. Сондай-ақ біздің қоғамда асылған ет, палау, қуырдақ секілді тағамдарды дастархан басында отырғандарға ортақ үлкен табаққа салынып ұсынылып жатады. Мұндай жағдайда ортақ үлкен табақтан жеке табағыңызға шақтап салып жеуге тырысыңыз. Өйткені көппен бірге ортақ табақтан ас жегенде тәбетіңіз ерекше ашылады. Нәтижесінде мөлшерден тыс жеп қоюыңыз әбден мүмкін. Асты асықпай шайнаңыз. Қызық жағдай: дастарханға отырғанда жанымдағы адамдар алдындағы астың 1/3-ін енді ғана тауысып жатқанда мен табағымды тықырлатып тастаймын. Әрі кетсе 5 минутта кез келген ас жеп үлгеремін. Одан кейін елдің аузына бос қарап отыруға ыңғайсызданып, дастарханда жеуге ыңғайлы басқа тамақтарға қол созамын. Кейін байқағаным, мен тамақты көп шайнамай өңештен өтетіндей болған сәтте жұта салады екенмін. Мұның зияны өте көп. Ас ауызда толық шайналмағандықтан асқазан оны қорытып үлгермейді де, қажетті қышқыл сөл дұрыс бөлінбейді. Асты жедел жегенде оны қорыту жүйесі миға тойдым деген сигнал беріп үлгермей қалады да, тамақты қажетінен артық жеп қоясыз. Тістің ас үгіту жұмысын асқазанға жүктеу арқылы оған шамадан тыс салмақ салған боласыз. Тамақтың дәмін толық сезініп үлгермейсіз. Яғни ас жеуден ләззат ала алмайсыз. Тамақты тез жеген адам семіздікке ұрынады. Сондай-ақ қант ауруына шалдығу 2,5%-ға арта түседі. Сондықтан тамақты асықпай 30-40 рет шайнап барып жұтуды әдетке айналдырыңыз. Пайдалы тағамдарды қолжетімді жерге орналастырыңыз. Ас үйдегі үстелдің үстінде тоңазытқыштың оңай жерінде үнемі жеміс-жидек, көкөніс, су, айран секілді пайдалы тағамдар тұрғаны тиімді. Кейде тәбетіңіз тіске басар бір нәрсе іздеуі мүмкін. Әсіресе енді сауатты тамақтануды бастаған кісілер бұрынғы әдеті бойынша ас үйге кіріп кеткенін аңғармай қалады. Сондай жағдайда бірінші болып көзге пайдалы тағамдар ілінсе, соны жейді. Ал керісінше ас үйде оңай жерде кешкі уақытта жеуге болмайтын, қорытылуы ауыр тағамдар тұратын болса, адам оның пайдалы зияндығын ойланып жатпастан бірден жей береді. Сауатты тамақтануды бастаған кісілерге көмектес. Сауатты тамақтану енді бастаған жандар көп жағдайда араласатын бір дастархан болатын кісілердің жақсы ниетінің құрбаны болып жатады. Қонаққа немесе мейрамхана, дәмханаға барғанда кейбір кісілер тәтті немесе ұн тағамдарынан бас тартқанын көргенде жанында бірге отырғандар бір рет жей сал, ештеңе етпейді, немесе мына тәттіден жемесеңдер жеңгелерің ренжиді деген секілді түрлі ақыл кеңес уағыздарын жаудырып жібереді. Сауатты тамақтану әлі дағдысына айнала қоймағандықтан өзі әрең отырған адам көпшіліктің осындай жанашыр тілектерінен кейін сауатты тамақтануды кейінге ығыстырып тізгінді ағытады. Жүргізілген сауалнамаға қарағанда сауатты тамақтануға талпынушыларды 35% адам келемеждеп күлкіге айналдыратыны анықталған. Ал 50% адам өздерінің денсаулығына пайдалы болмаса да, бірге отырған жора жолдас таныстарынан бөлектенбес үшін солардың таңдаған тамағына тапсырыс береді екен. Сауатты тамақтанып жүрген кісілердің 51%-ы ас үй иесінің туыс-туыстарының көңілі үшін диетасын бұзған. Айналаңызда торт, газдалған сусын, ұннан жасалған самса секілді зиянды тағамдардан бас тартқан адамдарға үнемі қолдау білдіріп, жарайсың, салмақ тастай бастапсың, жүз әлпетіңіз өзгеріп қалыпты деген секілді ынталандыратын сөздермен қолдау білдіруді ұмытпаңыз. Тіпті өзіңіз ол тапсырыс берген тамақ түрлеріне тапсырыс беріңіз. Үлгі болыңыз. Таныстарыңызбен мейрамхана, дәмхана секілді қоғамдық тамақтанатын орындарға барған кезде бірінші болып тапсырыс беруге тырысыңыз. Сіздің тапсырыс берген тамақтарыңызға сай жаныңыздағы кісілер де тапсырыс беруі мүмкін. Сонымен қатар даяшы ұсынған тәтті түрлерінен бірінші болып бас тартсаңыз,
Қалған кісілер де сізге еріп бас тартуы ғажап емес. Мұның пайдасы, сіз басқаларға еріп тәтті тағамдарға тапсырыс берудің алдын аласыз. Әрдайым қозғалыста бол. Қозғалыс әрекет барлық дәрі-дәрмектің орнын басады, ал ешбір дәрі қозғалыс қимылды айырбастай алмайды. Ибн Сина. Өмір сүру дегеніміз қозғалыс. Алғашқы адам баласы өзін асырау үшін аң аулап, алысқа сапар шегіп, тыным таппай азық іздеген, жер жыртып егін еккен. Демек, адам ағзасының үйлесімді әрі ақаусыз жұмыс істеуі үшін үнемі қозғалыс қажет. Соңғы жылдары осынау өмір салты күрт өзгерді. Технология дамып, көлік, лифт секілді адам өмірін жеңілдететін мүмкіншіліктер пайда болды. Бір орында отырып жұмыс істеу үрдісі қалыптасты. Сөйтіп, қимыл қозғалыс әрекеті шектелді. Статистикаға қарасақ, адамның ұйықтауынан бір орында отырған уақыты көп. Таңғы асымызды отырып ішеміз, одан кейін лифт арқылы төмен түсеміз. Көлікке мініп жұмысқа барамыз. Ол жерде тағы да лифт. Жұмыс орнына тапжылмай 8-10 сағат отырамыз. Үйге келгеннен кейін отырып тамақтану, теледидар көру, смартфон шықлау. Мұның бәрі бір орында отырып атқарылады. Сосын ұйқы. Мән беріңіз, бір күндік уақытымыздың басым көпшілігі қимыл қозғалыссыз өтеді. Әу баста Құдай тағала жаратқан адам табиғатына қайшы бұл өмір салты денсаулықтың бұзылуына әкеліп соғады. Нәтижесінде қан айналымы нашарлап, буындарымыз сыр береді. Ас қорыту жүйесі әлсіреп, семіздік, қан ауруы, қан қысымы секілді түрлі аурулар жабысады. Қозғалыс шектелуінен туындаған зиян темекі салдарынан болатын адам өлімінен асып түсуде. Өйткені бір орында ұзақ отырған кезде ағза клеткаларына оттегі тасымалы баяулайды. 2 сағат отыру адам ағзасындағы пайдалы холестериннің 20%-ға азаюына себеп. Салдарынан бір орында көп отыратын адамдарда жүрек тамырларының бітелуі жиі кездеседі. Отырған кезде аяқ бұлшықеттері жиырылатыны соншалық, минутына 1 калорий ғана жоя алады екенбіз. Майлардың ыдырауына көмектесетін энзимдер 90%-ға азаяды. Тойып тамақ ішкен адамның ұйқысы келеді. Неліктен? Өйткені ас қорыту процесі көп мөлшерде қанды талап еткендіктен миға қан әдеттегіден аз барады. Ал адам отырған кезде денедегі қан айналымы баяулап, ас қорытуға қажетті қан мөлшері толық қамтамасыз етілмейді. Нәтижесінде метаболизм нашарлап, ағзамызда қант пен май сақталып қалады. Джеймс Левин. 2 сағат қимылсыз бір орында отырған адамның жүрек қант диабеті ауруларына ұшырау, ас қорыту жүйесінің бұзылуы мен арқа, мойын, омыртқа ауруларына шалдығуы ұлғая түседі депті. Бүгінде адамның көбі бір орында бірнеше сағат тапжылмай отырып жұмыс істеуге мәжбүр. Мұндай жағдайдағы қызметкерлер орындарынан сағат сайын тұрып, әрі-бері жүргені немесе керіліп созылу жаттығуларын жасағаны дұрыс. Осындай қимыл қозғалыстың өзі ағза жасушаларына оттегінің көбірек жетуіне көмектеседі. Жай жүрудің өзі белсенділігімізді 150%-ға, ал баспалдақтан көтерілу 200%-ға арттырады. Сондықтан жаяу жүруді әдетке айналдыру қажет. Адам ағзасы үнемі қозғалысты қажет ететіндіктен, таңғы жарты сағаттық жаттығу аптасына 3 рет баратын фитнес жеткіліксіз болуы мүмкін. Тіпті 2 сағаттық белсенді жаттығудың өзі 22 сағат бір орында қозғалыссыз отырудың орнын жаба алмайды. Сондықтан арасында лап етіп жанған физикалық белсенділіктен гөрі көбірек жаяу жүру, қимыл әрекетте болу жолдарын іздеу ләзім. Зерттеулер көрсеткендей, күніне орта есеппен адам баласы 7 шақырым жаяу жүруге тиіс екен. Бұл шамамен 10 000 қадам деген сөз. Қазір әр басқан қадамыңды есептеп беретін арнайы құралдар бар. Смартфон арқылы да күнде қанша қадам жаяу жүргеніңді қадағалауға болады. Өзіңізге күніне 10 000, аптасына 70 000 қадам жасаймын деп мақсат қойыңыз. Күндік 10 000 қадам межесі алғашқы кезде қиын көрінуі мүмкін. Сондықтан әуелі аз-аздан бастаңыз. Көлігіңізді сәл алшақтау жерге қойып, оған дейін жаяу жүріңіз. Жоғарғы қабаттарға лифтмен емес, баспалдақпен көтерілуі әдетке айналдырыңыз. Қысқасы, мүмкіншілік туса көбірек жаяу жүруді, таңертең және кешке серуендеуді дағдыға айналдырыңыз. Қосымша белсенді спорт түрімен айналасыңыз.
Күніне 10 000 қадам жүру арқылы денсаулығыңызды айтарлықтай түзетуге, қант ауруының, семіздіктің, қан қысымы сияқты дерттің алдын алуға болады. Қимыл қозғалысы көп адамда ауру тұрмайды. Адам миы физикалық белсенділіктен кейін өнімді жұмыс істейді. Бұл ирландиялық ғалымдар жасаған қарапайым тәжірибе нәтижесінде дәлелденіп отыр. Олар бір топ студентке неше түрлі фотоны көрсетіп, дереу көкейде сақтауды талап еткен. Әр фотода белгісіз адамның бейнесі мен аты жазылған. Аз ғана үзілістен кейін фотодағы сурет пен есімді еске түсіріп, айтып берулерін өтінген. Осылардың бір тобын жарты сағат велосипед тебуге жібереді, ал екіншісі топ бұл уақытта залда күтіп отырады. Осыдан кейін экспериментті қайталағанда велосипед теуіп келген топ фото мен онда жазылған есімді есіне жақсырақ сақтағаны анықталған, ал екінші қимыл қозғалыссыз отырған студенттің көрсеткіші нашарлау шыққан. Эксперименттерге қатысқан студенттердің қанына анализ жасағанда физикалық белсенділік танытқандардың протеин деңгейі жоғарылағандығы байқалған, ал протеин өз кезегінде ми клеткаларын ынталандыратын қабілетке ие. Осы және басқа да зерттеулер көрсеткендей, физикалық жаттығулар адамның есте сақтау қабілетін арттыра түседі екен. Қандай да бір нәрсені оқып немесе үйренгеннен кейін жаттығу жасасаңыз, қажет кезде оны еске түсіру әлдеқайда оңайырақ болады. Ғалымдар 20 жыл бойы 400 адамға жасалған зерттеулері арқылы физикалық жаттығу мен мидың арақатынасын анықтауға тырысқан. Кем дегенде 1,5 шақырым жаяу жүру мидың ұйықтап қалуының алдын алатындығы байқалған. Сондай-ақ физикалық белсенді адамдар жасы ұлғайған шақта да алжымайтындықтары белгілі болған. Күнделікті арнайы жаттығу залына барудың ыңғайлы келе бермейді. Кейде уақыт қысса, енді бірде көлігіңді оталдырып залға барудың өзі қиынға соғып жатады. Жарты сағат уақытыңды босқа жолда өткізуге қимай қалатын сәттер де болады. Сондықтан үй жағдайында жаттығу жасауды дағдыға айналдырыңыз. Тіпті оған арнайы уақыт бөлудің қажеті жоқ. Үйіңіздің қабырғасына турник іліп қойыңыз. Мысалы, кітап оқудан шаршадыңыз ба? Барыңыз да тартылыңыз. Басқа да бір істен жалыға бастадыңыз ба? 5-10 рет отжимания жасаңыз. Мен өзім дәретханаға кіріп шыққаннан кейін, әр дәрет алар алдында 30 рет тіземді ішіме тигізердей етіп көтеріп түсіремін. 10 рет отырып тұрамын. Олай болса, бір орында отыра бермей, үнемі қозғалыста болыңыз. Тар киімнің денсаулыққа зиянын біле жүріңіз. Тар киім қан айналымды бұзып, қанның жүрекке уақытылы жетуін кешеуілетеді. Осының кесірінен бойыңыздағы оттегі азайып әлсірейсіз. Қазір шаршау, ашушаң адамдардың көбеюінің бір себебі тар киім киюде деп жатыр. Тырысқан джинсы секілді тар киім түрлері адам ағзасындағы лимфалардың қозғалысына кедергі болады. Соңында аяқ-қолдың ұюы, тромбоцит секілді мәселелер шыға бастайды. Егер шалбар аяқ пен ішті қысып тұрса, қан жоғары қарай баяу көтеріледі. Ал бұл әйелдердің жатыр маңайында қабыну мен ісінуге себеп болуы ықтимал. Сондай-ақ аяқтағы вена тамырларының кеңейіп түйінделуін туғызады. Зерттеулер көрсеткендей, әйелдердің 31%-ында осы сырқат бар. Жас өспірімнің дене бітімінің дұрыс қалыптасуына кедергі болады. Әсіресе жамбас сүйегі дұрыс дамымай қалуы қаупі бар. Зәр шығару жолдары сырқаты, қан айналымының нашарлауы, ас қорытудың нашарлауы, бала көтерудегі қиындықтар, жыныс жолдарында ауру туғызатын микробтар пайда болуы мүмкін. Тар шалбар ер адам сперматозоидының саны мен сапасын кемітеді. Мұны ерлер қауымы іш киім алар кезінде ескеруі керек. Денсаулық үшін ыңғайлы да пайдалы кең, таза матадан тігілген киім. Киім таңдағанда сәннен бұрын сапаға көңіл бөлген жөн. Дұрыс ұйқы. Ұйықтап тынығу, күш-қуат, сергектікті қалпына келтіру адамзатқа Алланың берген ұлы нығметі. Ұйқысы бұзылған адам бұл нығметтің қадірін жақсы түсінеді. Үнемі ұйқысы қанбай ұдайы шаршап жүретін адамдардың ең бірінші шағымданатыны осы. Ұйқы мидың үйлесімді жұмысының көрінісі. Ұйқы арқылы ағза жұмыс істеу қабілетін арттырып, күш жинайды. Адам ұйықтаған кезде бұлшық еттері босаңсып, тыныс алуы сирейді. Жүрек қағысы бәсеңдеп, дене температурасы, қан қысымы төмендейді. Зат алмасу процесі баяулайды. Дұрыс ұйқының маңыздылығы.
Көп адам өмірін жақсы жаққа өзгерткісі келеді. Біраз нәрсені қолға алып ретке келтіруге тырысады. Ішер асына мән береді, спортпен айналысады, күндік жоспарын құрады, алдына үлкен мақсат қояды. Бірақ жетістікке жетуде ұйқының маңыздылығын ескермейді. Ерте жату құндылығын басқа шаруаларға, ермектерге айырбастай салайды. Нәтижесінде ертеңгі күні өнімсіз, берекесіз болады. Жасаған жоспары толық жүзеге аспайды. Адам толық тынығып, күні бойы жоғалтқан энергиясын қалыпқа келтіріп, келесі күнге күш жинап, сергек болуы керек. Қалтафонын түнде қуаттай алмаған адам ертесі күні қандай қиын жағдайға тап болса, ұйқысы қанбаған адамның жағдайы да дәл солай. Шамадан тыс артық ұйқыда, қанбаған кем ұйқыда адам ағзасына зиянды. Зерттеу бойынша 10 сағаттық артық ұйықтаған адамның миы жұмысы нашарлап, есте сақтау қабілеті төмендейді екен. Сондай-ақ көп ұйықтаған адамдар көбірек депрессияға ұшырайтындығы анықталған. Мұнымен қатар көп ұйықтайтын адамдарда қант диабеті, жүрек қан тамыр ауруына, семіздікке шалдығуы көбірек кездесетін көрінеді. Кейбір зерттеулерде 8 сағаттан көп ұйықтайтындардың өмірі бұл мөлшерден аз ұйықтайтындарға қарағанда 15%-ға қысқа болатындығы жайлы айтқан. Көп ұйықтайтын адамдар ішкі ресурстар мен қабілет-қарым тиімді пайдалана алмағандықтан үнемі өздеріне көңілі толмай жүреді. Артық ұйқы мақсатсыз, үмітсіз, яғни өзіне деген сенімсіздіктен туындайды. Қанбаған ұйқының зияны. Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, әдеттегі қажет ұйқының мөлшері 90 минутқа қысқарған жағдайда адам бойындағы концентрацияның 3/1 жоғалады екен. Жалпақ тілмен айтқанда, қандай да бір нәрсені түсіну, жеткізу, байқау, есте сақтау сияқты қабілетіңіз 33%-ға төмендейді деген сөз. Нәтижесінде жол бойында немесе өндіріс алаңында апаттық жағдайлар туғызуыңыз бек мүмкін. Статистикаға сүйенсек, әр 5-ші жол апаты жүргізушінің ұйықтап кетуінен орын алатын көрінеді. Зерттеулер нәтижесі бойынша ұйқысы қанбайтын адамның ауруға шалдығу ықтималдылығы 3 есеге артық. Оның себебі ұйықтағанда адамның иммунды жүйесі цитокин ақуызын жинайды, ал адамның ұйқысы қанбайтын болса, цитокин қажетті мөлшерде түзілмейді. Нәтижесінде иммунитет төмендейді. Сондықтан тұмау секілді ауруларға шалдыққан кезде көбірек ұйықтап тыныққан жөн. Ұйқы ем деген сөз текке айтылмаған. Аз ұйқы артық салмақ қосуы мүмкін. Адам бойында тәбетті реттеп арттыратын гормондар бар. Біріншісі тойуды, қанығуды білдіретін лепитин гормоны. Тамақ жегенде осы гормон арқылы тойғаныңызды түсінесіз де аш жеуді тоқтатасыз. Ал ұйқыңыз қанбай қалған жағдайда адам ағзасында бұл гормондар әдеттегіден аз бөлінетіндіктен сіз тойғаныңызды аңғармай тамақты көп жейсіз. Сондай-ақ адам денесінде грелин деп аталатын аштық гормоны бар. Осы гормон арқылы сіз қарныңыздың ашқанын түсіне қоясыз. Ал ұйқыңыз қанбай, сапалы тыныға алмаған күні бұл гормондар әдеттегіден көбірек бөлінеді. Нәтижесінде сіздің артық тамақ жеуге деген тәбетіңіз ұлғаяды. Ағзаңыз ұйқыдан ала алмаған жетіспеушілікті толтыру үшін ұн өнімдеріне, тәтті секілді көмірсулы тағамдарға тартып тұрады. Нәтижесі артық салмақ. Түнде дұрыс тынықсаңыз, таңертең бой қуатыңыз толық болады. Күні бойы неше түрлі адамдармен араласып, көптеген кездесуде боламыз. Түрлі жұмыс атқарамыз. Кешке қарай діңкеміз құрып әбден шаршаймыз. Ертесі толық тынығып, қуат жинап үлгермесеңіз, ерте тұру қиынға соғады. Нәтижесінде миымыз түрлі сылтауды алға тартып, жалқауланып жатуға, істерді кейінге қалдыруға, құмбыл күйге түседі. Біздің ерік жігеріміз физикалық күйімізге, бойымыздағы энергия деңгейіне тікелей байланысты. Шаршаған кезде дұрыс шешім қабылдауға қауқарсыз боламыз. Ұйқыңыз қанбаса, күні бойы мең-зең болып, еш нәрсеге зауқыңыз соқпай, ағзаңыз үнемі ұйқы тілеп жүреді. Не істесеңіз де баяу және салғырт жасайсыз. Нәтижесінде істеген жұмысыңыздың өнімділігі төмендейді. Қазақтың еріншек түске дейін ұйықтайды, кешке дейін есінейді дегені осы. Ұйқыңыз қанбаған күні жаман әдеттерге үйіркелесіз. Ағзаңыз ұйқыдан ала алмаған ләззатты никотин, кофеин секілді зиянды заттардан алуға құштар. Ұйқы сұрап жүрген пенде ренжігіш келеді. Еш нәрсені ұната қоймайды. Сіркесі су көтермейтін ашушаң болады.
Ұйқысы қанбаған адамның ағзасы дұрыс тыныға алмағандықтан түр әлпеті сұрықсызданып, беті көзінің айналасы домбығып ісіп кетеді. Уақытылы ұйықтамаған адамның терісі қыртыстанып қартая бастайды. Күн мен түн. Алла тағала күндізгі тіршілік, түнді тынығу үшін жаратқан. Құранда ұйқыларыңды дем алып тынығу үшін жараттым. Сол үшін түнді жарыққа перде еттім. Ал күндізді тіршілікке ыңғайлы етіп жарық қылдым делінген. Адам жаратылысы осы күн мен түннің ауысу заңдылықтарына сай реттелген. Сол себепті адам ағзасында түрлі өзгеріс орын алады. Мысалы, адам бойында сіздің ұйықтап ояну ритміңізді реттейтін, дене температурасын төмендетіп, ағзаңызды тыныштандыратын мелатонин атты гормон бар. Бұл гормон қараңғы түскенде домалақ бездерде түзіледі. Таңға жуық мелатонин синтезі қысқарады. Керісінше, жарық түскен сайын қанда кортизол деңгейі көтеріледі. Бұл гормон бізді ұйқыдан оятып сергітеді. 90 минуттық жарық қан құрамындағы мелатонин деңгейінің азаюына ықпал етеді. Нәтижесінде сіз зорға ұйықтайсыз, әрі нашар тынығасыз. Тіпті қан қысымыңыздың бұзылуы мен қант ауруына шалдығу мүмкіндігі артады. Сондықтан күндіз бөлмеңіз жарық болуын қадағалаңыз. Мүмкіндігінше табиғи жарық түсуіне жағдай жасаңыз. Ал ұйықтар алдында бөлме жарығын барынша баяулатыңыз. Жатын бөлмеге арналған жарығы төмен шам қолданыңыз. Жатарда смартфон, телевизор көрмегеніңіз дұрыс. Жатын бөлмеде теледидар болмасын. Төсегіңізге смартфонды жақындатпаңыз. Қанша сағат ұйықтаған дұрыс? Медициналық зерттеу нәтижесі бойынша адамның жас мөлшеріне қарай ұйқы уақыты. Жаңа туған сәби, яғни 3 айға дейін 14-17 сағат. 1 жасқа дейінгі балалар тәулігіне 12-16 сағат. 13 жасқа дейінгі балалар тәулігіне 11-14 сағат. Мектеп жасына дейінгі балалар 3 пен 6 жас аралығы тәулігіне 10-13 сағат. Оқушылар 6-13 жас аралығы тәулігіне 9-11 сағат. Жеткіншектер 13-18 жас аралығы тәулігіне 8-10 сағат. Жастар 18-30 жас аралығы тәулігіне 7-9 сағат. Ересектер 30-40 жас тәулігіне 8 сағатқа дейін. 40-50 жас арасындағы кісілерге тәулігіне 8 сағатқа дейін. 50 жастан әрі қарай тәулігіне 6-7 сағат жеткілікті саналады. Организмнің дұрыс жұмыс істеу теңгерімін қамтамасыз ету үшін кестеде көрсетілген жас ерекшелігіне сай ұйқыңызды реттеген дұрыс. Әрине, тұрып жатқан жеріңіздің ауа тазалығы, жеке денсаулығыңыз бен күндік жұмысыңызға байланысты ұйқы мөлшеріне аз-кем баланс жасап өзгертуіңізге болады. Тез ұйықтаудың жолы. Ұйқыңыз келмейінше өзіңізді қинап ұйқы шақырмаңыз. Ұйқы бір сәт бәрін ұмыту, ағзаны тынықтандыру. Сондықтан өзіңізді қинап ұйқыға кету демалу қағидасына қайшы. Қарапайым ғана тәсіл. Ұйықтар алдында терең тыныс алыңыз. Ештеңе ойламай тек өз деміңізді тыңдаңыз. Бұл техниканы тыныштықта жасаңыз. Егер өткен күнге өкініп, келер күнге алаңдап жатсаңыз, бұл тәсілді жүйелеу мүмкін емес. Бұндай жағдайда жылдам ұйықтай қою қиын. Олай болса тағы бір тәсіл ұсынып көрейін. Не істесең де ұйықтамаймын тәсілі. Кейде қатты шаршағандықтан ұйықтай алмаймыз. Төсекте дөңбекшіп мазаңыз қашады. Осы кезде өзіңізге ұйықтамаймын, жай ғана көзімді жұмып жатамын деп айтыңыз, және сол көзіңізді жұмыңыз. Бұлай жасаған 10 адамның 9-ы қалай ұйықтап кеткенін байқамай қалады екен. Сіз де осылай жасап көріңіз. Қағазға қалдыру тәсілі. Бұл тәсілді ұйқысы қашатын жандар міндетті түрде жасасын. Бұл қарапайым әдіс сізді жылдам ұйықтатып қана қоймайды. Ертеңгі күніңіздің тиімді болуына пайдасы зор. Ертеңгі күні не істейтініңізді ойлап, ұйқы қашқанда не істеу керек? Жай ғана тұрыңыз да бәрін күнделігіңізге қағаз бетіне түсіріңіз. Жазғаныңызды қайта оқымаңыз. Қағаз бетіне қалдырыңыз. Бұлай жасау сізді мазалаған ойдан арылтып тыныштандырады. Күндізгі ұйқы. Мүмкіншілік болса күндіз түстен кейін 10-20 минут мызғып алған пайдалы. Осылай жасаған адамның санасы сергек жүреді. Жапонияда жұмыс орнында отырып, тіпті метрода кетіп бара жатып,
мызғып алу әдеті қалыптасқан. Ал күндізгі жарты сағаттық ұйқы инерция әсерін туғызуы мүмкін. Оянғанда мас адам сияқты біраз уақытқа дейін ұйқыңыз ашылмай, тіпті басыңыз ауырып, мең-зең боласыз. 60 минут ұйықтаған адам көп жағдайда инерциялық күйде болады. Сондықтан не қос ұйқы я болмаса қатты шаршап тұрсаңыз, күндіз түскі уақытта 90 минут ұйықтаған дұрыс. 1,5 сағатта адам ұйқының толық циклын өткереді. Оңай оянып сергек болады. Бірақ күндіз 1,5 сағат ұйықтаған жағдайда түнгі ұйқыңыз келмейтін болса, күндіз тек қос ұйқыға мызғып алған дұрыс. Пайғамбарымыз да түсте бір уақыт тынығып алатын. Бұл ұйқы қайлула деп аталады. Ұйқыға қатысты лайфхактар. Уақытылы сапалы ұйқыны отбасылық құндылыққа айналдырыңыз. Отбасыңыздың әр мүшесінің ұйқысы қануына жағдай жасаңыз. Жатар алдында терезені ашып, ауасын жаңартыңыз. Бөлме жылуы 18-20 градус болғаны жөн. Бөлме қоңыр салқын болса, ұйқы сапасы да жақсарады. Ұйықтар алдында сізді мазалайтын, ойыңызды бөлетін, стреске түсіретін нәрселерді оқымаңыз. Смартфон қолданбаңыз, теледидар көрмеңіз. Кофе секілді сергектігіңізді арттырып, ұйқыңызды қашыратын сусын ішпеңіз. Жатарда ми тынықтандыратын релакс мелодиялар тыңдаған жақсы. Көршінің немесе көшедегі айқай-шу ұйқыңызға бөгет жасаса, ақ шуды қосып қойыңыз. Көңіліңіз бөтен дауысқа алаңдамай, тез ұйықтауға көмектеседі. Егер ертерек жатқанда ұйқыңыз келмейтін болса, жатардан бірнеше сағат бұрын белсенді дене жаттығуын жасауды әдетке айналдырыңыз. Жатардан 1-2 сағат бұрын аэробика, йога секілді денеңізді босататын жеңіл жаттығулар жасауға болады. Жатарда жылы душқа түсіңіз. Ұйықтар алдында күндізгі жақсы істеріңізді, жетістіктеріңізді ойлаңыз. Мүмкіндігінше Алла берген сол күнгі нығметтер мен жақсылықтарды еске түсіріп, күнделігіңізге әрқайсысына жеке-жеке жазыңыз. Және арнайы алғыс айтып шүкір етіңіз. Бұл сізді керемет сезімге бөлейді, әрі ғажап шабыт береді. Ұйықтар алдында сізді ренжіткен, көңіліңізге қаяу салған адамдардың бәрін кешіріп, сана мен жүрегіңізді реніштен тазалап жатыңыз. Ұйқыңыз келмесе, мұрнымен баяу әрі терең тыныс алып, асықпай сыртқа шығарыңыз. Осылай 5 минут тыныс алсаңыз, ұйқыңыз тезірек келеді. Егер бір шешімге келе алмай қиналсаңыз, ұйықтау арқылы тынығып алыңыз. Зерттеушілердің сөзіне сенсек, ұйқы кезінде миымыз қиын проблемаларды шешумен айналысады. Ұйықтап тұрған соң бір шешімге келу оңай. Жұмаққа лайық адам. Алла елшісі мешітте отырған сахабаларына қазір мына есіктен жұмаққа лайық адам кіреді дейді. Сахабалардың назары еріксіз есікке ауады. Қолында аяқ киімі, сақалынан дәрет суы тамшылап, бір сахаба кіріп келді. Осы оқиғадан кейін Абдуллах ибн Амр ибн Асадты сахаба пайғамбар жаннатпен сүйіншілеген әлгі кісінің үйіне әлденені сылтауратып 3 күн жатады. 3 күн оны бақылайды. Жұмаққа лайық амалдарын байқауға тырысады. Бірақ анау айтқандай еш нәрсе байқамайды. Содан пайғамбарымыз сені жұмаққа лайық адам деп сүйіншілеген еді. 3 күннен бері сенің бойыңнан бізде жоқ ерекше қасиетіңді білуге тырыстым. Бірақ сенің бойыңнан бізде жоқ ерекшелікті байқай алмадым. Қане айтшы, пайғамбар сені жұмақпен сүйіншілейтіндей, біз білмейтін сенде қандай қасиет бар дейді. Сонда әлгі сахаба, менен не көрсең, мен солмын. Тек басымды жастыққа қоймас бұрын жасайтын бір ісім бар. Күнде жатарда, уа Алла тағалам, бүгін мен кім ренжітіп, көңіліме қаяу салған болса, солардың бәрін кешірдім деп жүрегімді реніш пен өкпеден, ашу мен ызадан тазартып барып жатамын дейді. Мұны естіген Абдуллах ибн Амр ибн Ас, осы ғой біздің жасай алмай жүрген ісіміз деп пайғамбар үкімінің мәнін ұққандай болады. Міне, сахаба ұсынған нағыз пайдалы медитация. Санаңды бүкіл негатив ойлардан тазартып, жадыңды барлық жаман пікірлерден арылтып барып ұйықта. Қандай ғажап! Шүкір етуді әдетке айналдырыңыз. Шүкір етсеңдер сөзсіз нығмет жақсылығымды арттыра түсемін. Ибрахим сүресі 7 аят.
Әр күні жатарда Аллаға алғыс айтып, берген жақсылықтарына шүкір етуді әдетке айналдырыңыз. Мүмкіндігінше күнделігіңізге Алланың берген нығметтері мен жақсылықтарын еске түсіріп, жеке-жеке жазыңыз және әрқайсысы үшін алғыс айтып, шүкір етіңіз. Мұны әдетке айналдырсаңыз, өзіңіз өмірде байқай бермейтін Алланың нығметтері мен жақсылықтарын көретін боласыз. Бұл сізді сөзсіз керемет сезімге бөлейді, әрі бойыңызға ғажап шабыт береді. Шүкіршілік дегеніміз не? Шүкіршілік – жаратылыс сыры. Шүкір – дүниенің мәйегі. Шүкір – адамдықтың рәмізі. Шүкір ету – пенденің ең үлкен міндеті. Шүкір – жақсылық иесіне жақсылығы үшін қарыздар екеніңді сезіну. Оның алдында бас иіп, алғыс рахметіңді білдіру. Міне, жаратылыста шүкір осыншалықты маңызды. Өкініштісі, адам баласының көбі бұл қасиеттен мақұрым. Құран кәрім: құлдарымның арасында шүкір етушілер өте аз деп ескертеді. Иә, адам баласы кішкене ойланып толғанса, өзін қоршаған қай нәрсе болмасын Алла тарапынан арнайы әзірленіп, адам баласының игілігі үшін берілгенін түсінер еді. Тіпті өзінің жоқтан бар етіліп, тіршілік иесі болуының өзі баға жетпес нығмет. Ұлы жаратушының адамға берген жақсылық нығметтері шексіз. Құранда егер Алланың сендерге берген нығметтерін санасаңдар, санап тауыса алмайсыңдар дейді. Біз, адам баласы, денсаулықтың 12 мүшеміздің баға жетпес нығмет екенін түсініп жүрміз бе? Оларды бізге тегін берген Раббымызға рахметіміз бен алғысымызды білдіріп, оған қарыздар екенімізді сезіндік пе? Шындығында бұл сұраққа жауап беру оңай емес. Егер бізге біреу миллион ақша сыйласа, оған рахметімізді жаудырып, алдында құрақ ұшамыз. Ал енді бір қолымыз шолақ болса, мейлі, миллиардтаған жыл жұмыс істеп, триллион ақша тапсақ та, Алланың бізге тегін берген сау қолын сатып ала алмаймыз. Сатып алмасақ та, неге біз триллион ақша жұмсап істей алмайтын әрбір мүшемізді бізге тегін сыйлаған ұлы жаратушымызға алғыс рахметімізді білдірмейміз? Осыншама жақсылықтың, ырыс-берекенің алғысы шүкір деген үйреншікті сөзбен шектелмейді. Ұлы иемізге деген шынайы алғысымыз бен махаббатымыздың белгісі, оның бұйырған әмірлерін айна қатесіз орындап, міндеттеген ғибраттарын толық атқару, тыйымдарынан түгелдей тыйылу. Көбіне біз рахметімізді, алғысымызды шынайы иесіне емес, жолда тұрған себептерге білдіріп жатамыз. Қалайша дейсіз бе? Базардан бір алма сатып алдық делік. Сатушыға рахметімізді айтып, қолына ақша ұстатамыз. Бұл дұрыс. Бірақ сол алманы құлым жесін деп, көз тартар сұлу пішінде жаратып, сілекейіңді ағызар тамаша дәм мен мұрын жарар керемет жұпар иіспен безендіріп, бізге жіберген, яғни алманың шынайы иесі Алла тағалаға шүкірімізді, рахметімізді білдіріп, оған деген қарызымызды сезінеміз бе? Сатушының қолына ұстатқан азды-көпті тиын-тебенді алманың құны деп ойламаңыз. Ол тек сатушының еңбегі ғана. Себебі алманың құны өлшеусіз. Ол ақшамен өлшенбейді. Неге дейсіз бе? Егер алма жоқ болса, оны өсіру үшін дәнегін қайдан аламыз? Миллиардтаған қаржы жұмсап, бір түйір дәнін жасай алмас едік. Тіпті дәні бар болған күннің өзінде, оның өсіп жетілуіне керекті жарықты, ауаны, топырақты, ондағы әртүрлі минералды қайдан табамыз? Тек күн энергиясын триллиондаған долларға сатып ала алмасымыз анық. Тіпті бүкіл әлем жиналса да, алма үшін керекті суды, ауаны жасай алмайды. Енді осы алмаға керекті күн, ауа, топырақ, су сияқты қажет заттардың баға жетпестігін ескере отырып, алманы бағалап көрейікші. Иә, біз көбіне жаратқанды ұмытып, ортадағы себептерге алғыс білдірумен шектелеміз. Бұл ісіміздің қаншалықты әділетсіз екенін аңғару үшін мына мысалға назар аударайық. Патша қызметшісі арқылы біреуге бағалы сый жіберді делік. Әлгі адам сыйлықты ала салысымен рахметін үйіп-төгіп, патшаның қызметшісіне айтып, сыйды тарту еткен патшаның өзін елемесе қалай болады? Бұл тұста нағыз алғыс айтуға лайық жан қызметші емес, патшаның өзі. Жатарда оқылатын дұғалар. Жатарда пайғамбарымыз саллаллаху алейкум бірқатар Құран аяттары мен дұғаларды оқыған. Солардың кез келгенін ұйықтар алдында оқыған пайдалы.
Мысалы, аятүл күрсі. Сондай-ақ ықылас, фәлақ, нас сүрелерін оқып, барлық денеңізді алақанмен сипау, пайғамбар сүннеті, немесе 33 рет субханаллах, 33 рет альхамдулиллах, 34 рет аллаху акбар зікірлерін айтуға болады. Пайғамбарымыздан риуаят етілген ризығымызды нәсіп еткен, паналайтын орын берген, ішкізіп жегізген Аллаға мадақ, маған ең керемет түрде жақсылығын мол етіп беру, тарту еткен Аллаға мадақ. Барлық халімде Аллаға шүкір етіп мадақ айтамын. Аллам барлық жаратылыстың Раббы әрі иесі. Барлық нәрсе оған тиесілі. Уа Аллам, өзіңмен тозақ отынан сақтанамын. Дұғасын оқыған дұрыс. Оң жақ қырыңмен жату сүннет. Балта қайрауды ұмытпа. Көпшілік ғалымдардың креативті дүние тудыра алмауы, олардың ойланбауы емес, керісінше ойлауды бір мезет тоқтатып, кідіріс жасауды білмегендігінен. Эхкарт Толле. Ғұлама бабамыз мәшһүр Жүсіп денсаулықты сақтауға, көңіл күйі көтеріңкі ұстаудың, шаттықтың қажеттігін айтады. Ешқандай тынығуға мүмкіншілік бермей үздіксіз қарекет ете берсек, миымыз шаршайды, ынта-жігеріміз әлсірейді. Мынадай тамаша тәмсіл бар. Екі көрші отын жинауға орманға аттанады. Біреуі көп отын жинап, тезірек үйге қайтамын деген ниетпен тоқтамастан шаба береді. Ал екіншісі оқтын-оқтын демалып, арасында балтасын қайрайды. Кеш батқанда дем алмастан отын шапқан бірінші көршінің сілекпесі шығып, қатты шаршайды. Оның үстіне шапқан отыны да көңіл көншітерлік емес. Ал екінші көршінің арбасы отынға лық толған. Көңілі көтеріңкі. Өзі де анау айтқандай шаршамаған. Бірінші көрші мұның сырын сұрағанда, арасында тынығып, балта қайрауды ұмытпа деп жауап береді. Тәсілден жұмыс арасында дем алу, бойымызға қуат жинау маңыздылығын түсінеміз. Тынығу жұмыстың сапасын арттырады, ісіміз өнімді болады. Олай болса, сен де арасында тынығып, балта қайрауды ұмытпағын. Құранның Шарх сүресінде мынадай аят бар. Бір істі бітірсең, дереу басқа бір іске кіріс. Бұл аяттан іс ауыстыру арқылы тынығудың қажеттігін түсінеміз. Мұның мәнісі, адам бір істі ұзақ жасаған кезде жалығады, концентрациясын жоғалта бастайды. Сондықтан, белгілі бір уақыттан кейін жасап жатқан ісіңді тоқтатып, басқа бір іспен айналысу арқылы тынығуға болады екен. Мұны психологияда белсенді тынығу дейді. Мысалы, кітап оқып шаршай бастағанда жаттығулар жасаңыз немесе намаз оқыңыз. Сосын басқа шығармашылық жұмысыңызды жалғастыруға болады. Арасында музыка тыңдаңыз. Сол сияқты домбыра секілді музыкалық аспаптарда ойнау арқылы да керемет тыныға аласыз. Кездесулерді де бір істен жалыға бастаған тұста өткізген тиімді. Санаға салмақ түсіретін кез келген істен кейін бойға қан жүгіртетін дене қозғалысын қамтитын жаттығуға көшкен пайдалы. Оқыған кітабыңыздың маңызды тұстарын немесе өмірде тап болған оқиғалардан түйгеніңізді мазмұндап, ой тамшы жазу арқылы да демалуға болады. Мұны өзіңіз үшін жаңалықтар жазып отыратын күнделік деуге болады. Бұл сізді ойыңызды ашық та анық білдіруге машықтандырады. Талдау қабілетіңізді арттырып, логикалық тұрғыдан дамуыңызға айтарлықтай ықпал етеді. Кемел адам күнделігінде осындай шағын жазбаларға арнайы орын қарастырылған. Мақсат еткендей қандай да бір істі ұйымдастыруға байланысты интеллект картасын сызу арқылы тынығудың орны ерекше. Басыңыздағы шашыраңқы ой жоспарларыңыз әжептәуір жүйеленіп, біршама реттеліп қалады. Интеллект картасын сызу алға қойған мақсатыңызды елестету және оған жету жолдарын алдын ала көре білу қабілетіңізді жетілдіре түседі. Мүмкіндігіне қарай саяхатқа шығып тұрыңыз. Шет ел болмаса да еліміздегі бұрын болмаған жерлерге қыдырыңыз. Апта соңында табиғат аясында серуендеуді әдетке айналдырыңыз. Сарқырап аққан судың сылдырына құлақ түріп, жапырақтың сыбдырын, жаңбырдың тырсылын, жыршы құстардың әнін тыңдаңыз. Жап-жасыл жайқалып тұрған ағаштарға, сан алуан реңге боянған өсімдік әлеміне көз тастаңыз. Иісі аңқыған гүлдерді құштарлана иіскеңіз. Қыс мезгілінде шаңғы тебіңіз. Театрға барыңыз.
Актерлердің рөл орындау, тұлға сомдау шеберлігін көріңіз. Режиссердің жұмысын бағалаңыз. Пьесаның астарындағы күрмеулі мәнді шешуге тырысыңыз. Ой жүгіртіңіз. Бірге барған адамдармен талқылаңыз. Бұл сізге тамаша көңіл-күй сыйлайды. Ойлау, талдау қабілетіңізді арттырады. Ән айтыңыз. Көңіліңізді көтеретін музыка тыңдаңыз. Стресс. Ғұлама Машһүр Жүсіптің денсаулықты күтуге қажетті 6-шы шарты – уайым қайғыдан бойды аулақ ұстау. Кітаптың кемелдену кедергілері бөлімінде уайым қайғы және одан құтылу жолдары жайлы кеңінен түсіндірілді. Бұл жолы жалпы стресс жайлы айтамыз. Стресс – ағзаның қалыпты жағдайдан ауытқуы. Стресс екі жағдайда орын алады. Бірі сыртқы факторлардың әсерінен, екіншісі өз денсаулығына қатысты жайттардан туындайды. Біріншісі айналада болып жатқан проблемалар, жұмыстағы кикілжің, айналаңдағы адамдармен ренжісу сияқты келеңсіз жағдайдан туындайды. Мұндай стрессті барлық адам басынан кешіреді. Сіз өзіңізді ешқашан стрессті бастан өткізбеген тым сабырлы адам санауыңыз мүмкін. Алайда олай емес. Сіз жай ғана ішкі күйзелістерді сыртқа білдірмейтін ұстамды адамсыз. Бірақ бәрібір жан дүниеңізде түрлі ситуациялар орын алып жатады. Ал ішкі стресске шаршау, ұйқысыздық, дұрыс тамақтанбау, тағы да сол сияқты физикалық әлсіздікке соқтыратын жайттар себепші болады. Яғни ағза өзін толықтай қабілетті сезінбеуден туындайды. Тіпті артық салмақ қосу стресс. Кері өзгерістерге ағза бейімделе алмайды. Біле жүріңіз, стресс бауыр мен бүйректі, асқазан мен ішек құрылыстарынан бастап ағзаны толықтай зақымдайтын қауіпті құбылыс. Ағзада стресс кезінде қандай өзгерістер болады? Кортизол гормоны көп бөлінген сайын инсулин жоғарылай түседі. Гормон түзілуі бұзылып, ішкі жан дүниемізде алай-дүлей боран болады. Себебі гормондар дұрыс бөлінбеген жағдайда ағза тепе-теңдігін сақтай алмайды. Бұлшық еттер жиырылып, оның қайта қалпына келуі үшін нәруыздар көп жұмсала бастайды. Сол себепті қандағы глюкоза бұлшық ет талшықтарын қалпына келтіруші қуат көзіне айналады. Ағзада инсулин көп түзіліп, қандағы қант мөлшері күрт төмендейді. Осы сәтте адам бойын әлсіздік басып, қарны ашқандай болып, тәттіге деген араны ашыла түседі. Егер стресс адамнан жедел өтіп кетсе, кортизол гормондары ағзадан тез шығып кетеді. Ал кісі стресске жиі шалдығып, хронологиялық күйге жеткен болса, ішкі орган жұмысы бұзылып, мұның кесірінен тез қартаяды. Стресстегі адам үнемі ұйқысырап жүреді. Есте сақтау мен көру қабілеті нашарлайды. Үнемі стрессте жүру дұрыс тамақтануды бұзып, денсаулыққа зиянын тигізеді. Мысалы, бауыр, бүйрек, асқазан қызметтері әлсіреп, зат алмасу бұзылады. Тәттілерді көп жеу, гормондардың дұрыс бөлінбеуі диабетке әкелуі де мүмкін. Яғни стресс ағзаны аямайды. Стресстің себебі көп. Бірі басылса, бірі шығып жатады. Сондықтан болар стресстен толықтай айығу мүмкін емес дейді мамандар. Алайда өз стрессіңді басқаруға болатынын біле жүріңіз. Ибн Сина мынадай тәжірибе жасаған екен. Екі қозыны екі бөлек жерге қамап, күнделікті жем-шөпін беріп бағады. Бірақ қозылардың біреуіне көретіндей етіп қасқырды байлап қояды. Ал екіншісі қасқырдың бар екенінен хабарсыз. Белгілі бір уақыттан кейін қасқырды көрмейтін қозы тығыр ұршықтай болып семіреді де, ал екіншісі әбден азып соңында өліп тынады. Осы тәжірибе арқылы Ибн Сина уайым қайғы, үрей мен қорқыныш, стресстің адам денсаулығына қаншалықты зиян екенін көрсетеді. Стресстен арылатын жаттығулар. Стресс кезінде өзіңізді қолға алу, одан сақтанудың бірден бір жолы. Сонымен қазір бізде стресс. Не істеу керек? Стресспен өмір сүре беремін десеңіз, ол өз шешіміңіз. Ағза өзі тынышталып, стресстен құтылатын кез болады, бірақ ұзақ күту керек. Немесе өзіңізді қамшылап іске кірісіңіз. Бұл сізге тез қалыпқа келуге көмектеседі. Мұның бірінші жолы тыныс алу жаттығулары. Өткенді қазбалап, өкіне бермеңіз. Өкініш денсаулықтың хас жауы. Сонымен бірге стрессті ажырамас дос деп аласыз. Ой санаңызды стресстен арылту үшін төмендегі нұсқауды оқып, тыныс алу жаттығуларын жасап көріңіз. Бұл жаттығу тез нәтиже береді және денеңіздегі барлық клетка демалып қалғанын бірден байқайсыз.
Жаттығудан кейін көңілдегі күйзеліс бәсеңдейді. Мұндай қарапайым жаттығуды күнде жасап жүрсеңіз, ағзаңыз толық жақсарады. Бірінші жаттығу – стрессті бағындыру. Бірінші, көзіңізді жұмып дем алысыңызды тыңдаңыз. Мұрын арқылы терең тыныс алыңыз. Екі қолыңызды бастан асыра жоғары көтеріңіз. Осы күйде демді шамаңыз жеткенше іште ұстаңыз. Бұлшық еттердің жиырылуына мән беріңіз. Үшінші, іштегі демді асықпай ауыз арқылы сыртқа шығарыңыз. Қолыңыз бен басыңызды жайлап алға түсіріп, иегіңізді кеудеңізге жеткенше иіңіз. Осылай 3-4 рет қайталаймыз. Ең бастысы мұрын арқылы жинаған демді ауыз арқылы асықпай ұзағырақ шығару керек. Терең тыныстау клеткаларыңызды ашып, бойыңызды стресстен арылтады. Екінші жаттығу – белсенді жаттығу. Жаттығуды спорттық гантельмен жасаған тиімді. Қолымызға спорттық гантельді ұстап, еркін тұрамыз. Тұрған күйі сәл отырамыз. Гантельді ұстаған қалыпта өзгертпей ауаны ішке тартамыз. Тіктелеміз, гантельді иығымызға дейін көтереміз. Шынтағымызды бүгіп, сәл кідірместен гантельді жоғары көтеріп, керілеміз. Демді сыртқа шығарамыз. Жаттығуды дәл осылай 3-4 рет қайталаймыз. Әр жаттығуға 30 секунд жұмсалады. Әр 30 секунд арасында 2 минуттан демалып тұру керек. Бұл жаттығудан кардиологиялық шынығып, барлық бұлшықет ширайды. Бұлшықет бір уақытта қозғалып, кардио шынығу жасау кезінде ағзаны толықтай оттегімен қоректендірген боламыз. Спорттық гантельдің салмағын мүмкіндігіне қарай таңдаңыз. Физикалық мүмкіндіктеріңіз бен өз ыңғайыңызға қарай гантельді ауыстырып тұрсаңыз болады. Бұл жерде ең бастысы өзіңізді барынша жаттықтыру, жайлы аймақтан шығу. Бар күшіңізді салып, денеңіз жеңілдегенше аянбаңыз. Сонда ғана пайдасын көресіз.